қарызға не үшін кіреді большинство сіздің зерттеуіңіз бойынша? Мертвая рыба в реке, плывешь по течению. Просто өліп қалу. Өмірдің барлық сферасына әсер етеді ғой, мысалы қарызда болуың, күйеуіңмен отношениеңде, тіпті денсаулыққа да әсер етеді. Да. Вот енді окей, сіз сол кезде вот А нүктесінде вот осындай бір жертва состояниесінде проблемаңызды түсіндіңіз. Неден бастадыңыз? Вот қазір сондай состояниеде жүрген өте көп әйелдерге сіздің жолыңызды мысалы айта аласыз ба? Неден бастадыңыз? Олар неден бастау керек? Мама, қарашы, мен жақсы қызбын, мені жақсы көрші, мен сен сияқты бүкіл үйдегі проблеманы өзім шешемін, бәрін өзіме жегіп аламын, менің күйеуім жатады диванда, мен тура сен сияқтымын деген анаға махаббат. Кезінде психолог болып жұмыс істей бастағанда мен 1000 теңгеден қабылдайтынмын. Бір сессия 1000 теңге болатын. Соны ойладым, 100 сессия өткізген соң оны 2000 теңгеге көбейтемін. Сосын 3000 теңгеге. Қарызда жүрген, уже ештеңені көрмейтін, потенциалдарын жауып тастаған, жалпы қарызда жүргендерге бірінші неден баста деп айтар едіңіз? Не айтасыз ол кісілерге? Бірде маған бір подписчицам жасады, осы сендер жертва дейсіңдер, нам и так плохо, еще нас во всем обвиняете деп. А мен айтқым келетіні, жертваның энергиясы мықты. Өмірі бизнеспен 17 жыл жұмыс істесем де туризмде, өмірі бизнеспен ұшпайтынмын. Неге? Себебі мен ойлайтын, алар жынды рәсуа қылып. Вот пока сіз солай ойлайсыз, ұшпайсыз. Возможностьқа, мүмкіндікке ашық болу керек. Любой момент ауыстыра салуға. То есть қиналмай, жеңіл болу керек та. Баршаңызға сәлем. Біздің Балқия Балтабайдың YouTube каналындағы оқырмандар, Ақша және мен атты подкастымызға қош келдіңіздер. Біздің бұл подкастымызда міндетті түрде өзіңізге пайдалы білім алатыныңыз белгілі, Алла қаласа. Біз әр подкастта міндетті түрде айтар бар, сіздерге берер білімі бар эксперттерді шақырамыз. Сондықтан бүгінгі біздің экспертіміз жалпы біздің қазақ тіліндегі осы психотерапевт, транзактный анализ, жалпы психолог деген ұғымды кәсіби тұрғыда меңгерген. Бізде енді көп қой өзін бүйтіп психолог деп названы психологтар өз-өзін атап алып, психолог деп жазып қоятындар. Жоқ, кәдімгі кәсіби тұрғыда ғылыми психологияны меңгерген қазақ тілінде. Және оны қазақ тілінде, орыс тілінде өзінің школасы бар, солай бөлісіп жүрген нағыз психотерапевт маман Ая Нұрдәулетқызы. Айхан, қош келдіңіз. Ең басында, подкасттың басында алғыс айтқым келеді, рахмет айтқым келеді. Өйткені осы подкаст үшін бұл кісі, подкастымыз міне Алматыда түсіріліп жатыр, бұл кісі арнайы Астанадан ұшып келді. Бұл да бір сіздің біліміңізді бөлісу, бір білімнің зекетін беру деп ойлаймын. Алла қазір беретін білімдеріңізді сол білімнің зекеті деп қабылдап, сауаптан жазсын. Және адамдарға шынымен де пайдалы болсын. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Негізі Балқия ханым, Ая ханым, көмектесересіз ба, келесіз ба дегенде вообще вопрос жоқ қой. Себебі адам берері көп болса, алары да мол болады. Бірақ енді ниетіміз өзіміз сияқты әйелдер, өзіміз сияқты келіншектерді сауаттандыру. Себебі әйелдің сауаттылығы ертең біздің болашағымызға өте ықпал етеді, бала-шағамызға. Құрметті подкаст көріп отқан оқырмандар, мен білесіздер, мен ашық, еркін, шынайы сөйлегенді жақсы көремін. Сондықтан да мен де, Ая ханым да, біз журналистер емес, біз филологтар емес, біздің басты ниетіміз сіздерге доносить, жеткізу. Сондықтан арасында бір орысша сөздер кетіп жатса, арасында Ая ханым орысша сөйлеп жатса, давайте ондай нәрсеге фокус қоймайық. Бар фокусымыз алу, яғни білім алу. Қайтсем, мына жерден бір инсайт аламын, фишка аламын. Шынымен де мен өмірімді өзгертетін, мен кеңейтетін деген ниетпен отырыңызшы, подкасттың басынан бастап. Вот шәкіртпін, позициям шәкірт, мен аламын деген ниетпен отырсаңыз, сіз біздің минустарымызға, жаңағыдай орысша сөйлегендер жаргондарымызға қарамайсыз. Сондықтан Ая ханым, еркін болыңыз деп сұрағым келеді сізден. Мейлі орысша, мейлі қазақша, бірақ мен қазақша сұрақ қоямын барынша. Сондықтан бастайық, сіз дайын болсаңыз. Иә, мен мына жерде бір айтқым келетіні, негізі егер адам құнсыздандырып үйренсе, қандай жағдайда, қандай нәрсені болса да, ол ештеңке пайдала алмайды. Біреудің еңбегін. Иә. Ниетім құнсыздандыру болса, құнсыздандырып бекер кетеді. Ал егер мен осы жерден бірдеңке аламын деген ниет болса, обязательно бір инсайт, бір осознание алып кетеді. Сондықтан әлі де ниеттеріңізді ұстап алуға уақыт бар, шанс бар. Қайырлы болсын, бисмилля. Ең басты сұрақ, мен келген қонақтардың бәріне осы сұрақты қоюға тырысам. Жалпы сіз енді адамдармен жұмыс жасап жүрсіз, қаншама адамның мышлениясын, олардың психикасын зерттеп жүрсіз ғой, бақылап жүрсіз.
адамдар жалпы қарызға, ақшалай қарызға не үшін кіреді? Большинство сіздің зерттеуіңіз бойынша. Негізі адамның психикасы целостный структура болады. Бірақ көп адамда іштегі бір қуыс болады, пустота. Сол пустотаны жабу үшін постоянно сол қажеттілікті закрывать ету үшін, жабу үшін бірдеңкеге қызғады. Андай болсам екен, бірдеңкеге біреуге дәлелдесем екен. Сөйтеді да өзінің жетпей тұрған мүмкіншілігінен асыра қажеттілікті жабуға тырысады. Көп нәрседе, көп жағдайда қарызға адамдар взрослый дейді ғой, мысалы ересек, біздің ішкі психикамызда бала, ата-ана және ересек бар. Сол ересекті қоспайды да, себебі ақша ересек адамда болады. Кішкентай балада ақша болмайды. Кішкентай 5 жастағы балаға $100 или 10 000 теңге беріңізші, не істейді? Барады да құртып келеді. Сол сияқты. Сонда ересек адамның, ол ересек болғанмен, жасы 30-да, 40-та болғанмен, істейтін ісі ересек адамның ісіне жатпайды да. Сай келмейді. Сондықтан адам соны кассовый разрывты көбейтеді. Әні жабам, міні жабам, ананы істесем сөйтем, мынаны істесем бүйтем деп дұрыс пландамайды. И Аллахтың қалауымен бір сабақ алады. Ол сабақты тәжірибе ретінде алып сабақ алса жақсы ғой. Бірақ ары қарай осыны тағы да қалай жасасам екен, мына жерді қалай ақшамды көбейтсем екен деп ойламайды. Ал тек қана өзімнің ішкі бір қуысымды жапсам екен ниет болса, онда қарыз көбеюі мүмкін. Окей, түсінікті. То есть пустоталарымызды, бір дефициттерімізді толтырамыз деп қарызға қалай кіріп кеткенімізді білмей қаламыз. Шешім қайда? Ол пустоталарды қалай біз толтырамыз? Егер қарызбен алмасақ, басқа немен толтыра аламыз? Негізі ислам дінінде нәпсімен күресу дейді. Мен прям толықтай нәпсімен күресіңдер дегенге қарсымын. Себебі нәпсінің де неше түрі бар. Әрине, оны біз контрольда ұстауымыз керек, бақылауымыз керек. Сол нәпсінің бір бөлігі бар, мысалға, ол бір бөлігі өзімізді қуанту, демалу, уақытында демалу, стреске түспеу. Соны біз реттей алсақ, онда сол қуысты жабуға өзімізге көмектесеміз. Әрине, психотерапия кезінде ол дефицит қарым-қатынаста пайда болған соң, психотерапияда біз қарым-қатынаспен емдейміз. Яғни психотерапевт бір психикаға интроект ретінде болады. Интроект дегеніміз ішке, қалай айтсам, впитывает этого человека в себя. Яғни проекция ретінде, ролевой модель ретінде, идеализация ретінде ішімізге сол заботливый родительді қондырамыз. Ол психотерапия өмірлік емес, не на всю жизнь, бірақ бір кішкентай уақытта. Дефицит, травма, яғни травма привязанности дегенді енді көп адам естіген шығар, білетін шығар. Баланың туғаннан 3 жасқа дейін қалай ата-анасымен қарым-қатынаста болды? Ата-анасы жұмсақ болды ма, жылы болды ма, эмоционалды жағынан? Функционалды ата-ана памперсін ауыстырады, тамағын береді, ойыншығын алып береді, қасында бар, әйтеуір сондай болады да, бірақ эмоционалдық жоқ. Сол эмоционалдық жоқ болғанда адамда қуыс пайда болады. Біз ана базалық қажеттіліктерін береміз да, физикалық қажеттіліктерін, эмоционалдық қажеттіліктерін бере алмаймыз баланың. Сосын оның орны үңірейіп қалады. Сосын ол өскеннен кейін де ол қалады осы қуыс болып. Біз соның орнын сосын қарызбен, минусқа кірумен толтырамыз ғой. Ол мысалға тамақ ішумен, бірдеңкемен қуантуымыз керек өзімізде. Әртүрлі әшекей, бұйымдар, шопинг, шопоголизм, алкоголизм, наркомания, бәрі содан шығады. Тәуелділік. Тәуелділік. Мен бірде бір спада жатсам, массажда, массаж жасап жатқан қыз айтады да, сіз психологсыз ба дейді. Дедім. Менің балаларыма не жетпейді? 2 жұмыста жасаймын. Күндіз бір жерде жасаймын, кешке бір жерде жасаймын. Демалыста мегаға апарам, киндер-миндерін бәрін алып берем. Бірақ балаларға не жетпейді деп сұрап жатыр да. Мен айтам, ол балаға сіздің крутой коляскаңыз, киндеріңіз, мегаңыз керек емес. Сіз откупаетесь
ол балаға ана керек, жұмсақ қолы керек, ананың любящий взгляд, жақсы көретін көзқарасы керек. Сонымен адам өзінің кеудесіндегі қуысты толтырады. Яғни психотерапия кезінде біз психотерапевт ретінде келген адамның проблемасын шешуге көмектесеміз, поддержка береміз, безоценочный, без ожидания. Яғни ол бізге бір күшті, мықты адам болмау керек. Просто адамның болмысына қасында болсақ, адам өз қуысын жабуға ықпал етеді. Өзінің ресурсы өзіне жеткілікті. Алдымен ол қуысты табу керек қой. Қуыс дегенде, мен білемін, енді көрермендер де түсініп отқан шығар, көп адам. Мен себебі өзім содан өткенмін. Кезінде қуыстың үлкендігінен алла жолына келдім, намазға келдім. Бұл бір кәдімгідей трек болды. Іштегі опора, себебі опора шатка болды. Қуыс ауырғанда, қолыңа дейін кетеді ғой, ауырғанда, жаның ауырғанда. Аллаға бойұсыну, намазға тұру, сол маған кәдімгідей трек болды кезінде. Бірақтан бәрібір бірдеңке жетіспей, түсінбеймін, не болып жатыр, не керек тағы да. Алладан трек таптың. Сөйтіп өзімді зерттей бастадым. Осыдан бір 10 жыл бұрын. И қазір мен түсінгенім, сол кезде өзімді ізденгенмін. Мен қандаймын, мен кіммін, маған не керек? Яғни әр адам вроде бы, қазір любой адамнан сұраңызшы, саған не керек? Маған үй керек, машина керек, бөлек керек, саяхат керек. Әркімнің айтатыны сол. Бір 10-15 или максимум 50 тізімнен кейін болды, бітіп қалады. Себебі шын мәнінде адамға жылы қарым-қатынас керек. Қанша жерден адам Майбахпен, Геленвагенмен жүріп, коттеджде тұрса да, жылы қарым-қатынас болмаса, ол бақытсыз болады. Ең басты жылы қарым-қатынас ол өзіңмен қарым-қатынас. Қалай білдіңіз сіз? Сол нәрсенің сізге жетпей тұрғанын? Ең бірінші енді психологияны зерттей бастадым. Не ол адамның психикасы деген, не ол? То есть сіз психология босқа келген жоқсыз ғой, бір самолечение болды ғой, демек өзіңіздің бір ішкі жан дүниеңізді емдеймін деген ниетпен келдіңіз ғой басында. Сол мақсатта зерттей бастадыңыз. Менің бірінші некем кішкене ауырлау болды. Кішкене емес, енді кәдімгідей ауырлау болды. 19 жыл некеде болдым. Неке брак же, да? 2 ұлым бар. Сол кезде қатты ұрысатынбыз күйеуімізбен. Намазға келгенде кішкене мен тыныштық таптым, рас. Бірақтан бәрібір мынау қарым-қатынаста неге біз мынандай ит пен мысық сияқты ұрысамыз, төбелесеміз, балалар оны көреді. Түсінбейтінмін. Мен жақсы әйелмін ғой, бәрін жасаймын. Кәдімгідей жертва болдым ғой. Әркімге бәріп жылаймын. Менің күйеуім сөйтеді, менің күйеуім бүйтеді деп. Сол кезде жертва позициясында болдым. Яғни мен өз өміріме өзім жауапкершілікті алған жоқпын. Біреуге итеріп қойдым. Бұл жігіт, бұл менің күйеуім, мені бақытты ету керек. Тек қана маған жақсы қарым-қатынас жасаса, мен бақытты боламын. Бірақ сол кезде мен өзіме деген қарым-қатынасты, өзіме қамқорлық болу, өзіме жақсы қарау, жақсы ниетте болу, соны ұмытып кеткенмін ғой. Содан кейін осы психотерапевтке барып, психологтың әр айтқан жылы сөзінен жылаймын ғой еңіреп. Жарты жылдай тоқтамай бірдеңке дейді, жылаймын, өзімді аяймын. Бірақ сол кезде кәдімгідей ресурс болды. И қарызда тұғынмын. Ол кезде 25 миллиондай қарызым болды. Бірақтан Алланың қалауымен шүкір. Просто сол кездегі ойымда қазір просто ойлап жатырмын. Адам жертвада болса, егер де ол өзінің жағдайын өмірдегі қазір болып жатқан жағдайын, ситуациясын басқадан көрсе, ол өзінің өміріне жауапкершілікті алған жоқ. Итеріп тастады. Әрине проблемасы күйеуімен де, баласымен де, ақшамен де бәрімен қарбаласып үлкейе береді. Себебі ты как мертвая рыба в реке плывешь по течению. Просто өліп қалдың. Өмірдің барлық сферасына әсер етеді ғой, мысалы, қарызда болуың, күйеуіңмен отношениеңде, тіпті денсаулыққа да әсер етеді, да. Вот енді окей, сіз сол кезде вот А нүктесінде вот осындай бір жертва состояниесінде проблемаңызды түсіндіңіз. Неден бастадыңыз? Вот қазір сондай состояниеде жүрген өте көп әйелдерге сіздің жолыңызды мысалы айта аласыз ба? Неден бастадыңыз? Олар неден бастау керек?
неден бастадым? Қазір оның алдынан кішкене басқа бір тақырыпты айтқым келіп тұр, жаңа денсаулық туралы. Тоже енді ауыратын адамдарға мүмкін көмегі тиер. Былтыр маған предрак қойды. Ешкімге оны айтқан жоқпын, нулевой стадия. Биыл ол диагнозды шешті, убрали. Да. Маған ракпен или предрак кезінде келген әйелдерден ең бірінші сұрайтыным: қарым қатынасыңыз қандай? Себебі стресс болса, Кіммен қарым қатынас? күйеуіңізбен қарым қатынасыңыз қандай? Егер қарым қатынаста стресс болса, ол обязательно денсаулыққа әсер етеді. И ең бірінші менің өзіме деген істегенім, и я думаю, басқаларды енді осындай жағдайда болған адамдарда мүмкін істеген шығар. Аллахтың бір айтқан сөзі бар: размышляй. Қазақша қалай болады? Ойлан. Прям солай, да? Размышляй. Бір емес, 3 рет айтты. Размышляй. Размышляй дегеніміз психология тіліне аударсақ рефлексия, ой өрбіту. И әр минутта, әр мезетте, или әр сағат сайын, или хотя бы күніне бір рет мен қазір не сезіп тұрмын? Что сейчас со мной происходит? Что я сейчас хочу? Мен қазір не қалап тұрмын, да? Не қалаймын қазір? То есть әрдайым өзіңе фокустау керек. Что сейчас со мной происходит? Мен дәл қазір не сезіп тұрмын? Себебі біз өмірді автоматты түрде өмір сүреміз. Мы лишний раз напрягаться не хочет, лишний раз мозг. Автоматически үйреніп қалған жолмен жүре береді, да? Мысалға, егер Астанада енді қар көп түседі ғой, қыста қар кәдімгідей қалың болады. Біз жаңадан жол жасамаймыз сол қардан. Біреудің жүріп өткен жолымен жүреміз. Жеңіл ғой. Жаңадан біреу таңертең ең ерте тұрған адам, оған қиын болады ана қарды өтіп. Одан кейін жеңілдеу. Біз уже 10-ға таман тұрып шықсақ, ол уже кәдімгідей жол болып тұрады. Сол сияқты мида да сондай нейрондық нелер бар. Скажите на казахском. Демек ми жаңа жол жасағысы келмейді. Сол біреудің жасап кеткен жолына түсіп алғысы келеді. Иә, бұл сценарий. Яғни менің ата-анам ұрысып, немесе жоқшылықта, таршылықта өмір сүрсе, мен солардың жолмен жүре бергем. Иә, автоматты түрде дайын жолмен жүрем. Себебі кейбір клиенттердің айтатыны: неге мен өзіме байлықты, өзіме жақсы қарым қатынасты рұқсат етпеймін? Соған басқа адамға тәуелдімін деп сұрақ қояды. Мен сұрайтыным: әке-шешеңіз қалай өмір сүрді? Анаңыз да бәрін өзіне жегіп алып, бәрін өзі шешіп, бүкіл семьядағы нәрсені өзі контролировать етті ма? Иә. Десем, иә, анам сондай болды. Онда сіз де соның артынан жүрдіңіз. Мама, қарашы, мен жақсы қызбын, мені жақсы көрші. Мен сен сияқты бүкіл үйдегі проблеманы өзім шешемін, бәрін өзіме жегіп аламын. Менің күйеуім жатады диванда. Мен тура сен сияқтымын деген анаға махаббат. Қолдау. Иә. Бұл енді бессознательный процесс, оны ешкім әдейі істемейді. И когда клиент оны түсінеді, соответственно, енді қалай өзгертемін? Қалай бұл жолдан мен шығамын? Ең қызығы, клиент келеді ғой мысалға терапияға. Менің сұрайтыным: а что вы хотите? Что хотите? Сонда айтатыны: я хочу, чтобы муж зарабатывал. Я хочу, чтобы свекровь меня не трогала. Мен қайтадан сұраймын: вы что хотите? Я хочу, чтобы муж там перестал пить, чтобы дети нормально учились. Мен қайтадан сұраймын: вы что хотите? Сондағы мәселе, адам өзінің қалауын, өзінің қажеттілігін білмейді. Кейбір клиенттерден осы бір сұрақты 1 сағат бойы сұрауым мүмкін. Содан кейін соңында мен действительно өз қалауымды білмейді екен. Неге білмейді өз қалауын? Үйренбеген. Себебі әрдайым сен басқа адамды көбірек ойлауың керексің. Негізі менталитетте бар ғой, эгоист болуға болмайды. Қонаққа келген балаға өз ойыншығыңды бер. Ұят болады, саған қалады ғой ол. Сен жақсы қызсың, не будь жадной, не будь эгоисткой. Өз қалауыңды қоя тұр, ананың қалауын жаса. Ананың қалауын жаса. Сөйтіп, біреудің қалауын жасап, біреудің ризашылығын алуға ұмтыламыз.
ол жаман емес. Бір мәселе, өз қалауымызды ұмытамыз. Ана самолетта айтады ғой, сперва оденьте маску на себя. Лифтке кіргенде де ереже бар, шыққанда да ереже бар. Светофордан өткенде де ереже бар, шыққанда рульда жүргенде де ереже бар. Ең бірінші сол рульда отырған адамның қауіпсіздігі. Себебі ол өзін дұрыс қарамаса, ол внимательный болмаса, артта қасында отырған адамға жолаушының барлығына зиян шектіреді. Иә. Сондықтан алдымен өзіңіздің қажеттілігіңізді жауып алуыңыз керексіз. Егер де біз мысалға таңертең тұрамыз да, ұйқылы ояу, и жүгіріп барып бүкіл бала шағамызды мектепке жинаймыз, таңғы асын жібереміз, сосын күйеуімізді жібереміз, сосын өзіміз тез киініп шығамыз. Не жедік, не іштік? В конце концов, кейде әйелдерден сұраймын, сіз өзіңізге жаным қайырлы таң дейсіз бе? А че өйтіп айту керек па не? Просто айтып көріңізші. Или кешке өзіңіз ұйқыға жатқанда дұға айтасыз да, сосын өзіңізге, жаным, бүгін көп жұмыс жасадың, ұйықтай ғой, мен сені жақсы көрем. Рахмет саған. Деп айтасыз ба десем, это что-то гонево какое-то, сөйтіп айту керек па не? Түрлі қиялма деп. А сөйтіп айтып көріңізші, вот таңертең кешке просто өзіңізге жақсы жылы сөйлеп. Егер сіз өзіңізге өйтіп жылы сөйлей алмасаңыз, күйеуіңізден не сұрайсыз? Простая арифметика. Демек қараңызшы, қазір сіздің сөздеріңізге қарасам, бізде жалпы қоғамда, мүмкін бұл идеология, өзіңді таңдасаң, сен қылмыскерсің, өзіңді таңдасаң, кінәлісің. Демек, өзің үшін өмір сүрсең, эгоист болу деген қандай? Ол жаман адам болу. Демек, большинство біздер жаман адам болып қалу, жаман қыз болып қалудан қорқамыз ғой. Сол үшін де өз қалауларымызды ысырып қойып, ресурсымыздың бәрін басқаларға жұмсап, соларға жақсы көрінуге, өзімізге ұнамаса да, біреудің қалауын орындауға өмірлерімізді, жылдарымызды арнап жатырмыз. Иә. Себебі егер мен эгоист болсам, мен жаманмын, а мен жаман болсам, мені мамам жақсы көрмейді, или папам қабылдамайды. Түп санада, түбінде әке-шешеге деген махаббат тұр, иә. Енді әке-шешем мені жақсы көрді, бірақ мен бәрібір өзіме қарамаймын, денсаулығыма қарамаймын, спортқа бармаймын. Кейбір әйелдер айтады, менің ақшам жетпейді салонға баруға, массажға баруға. Мен сұраймын, сіз жаяу жүресіз ба? Ой, қашан уақыт жоқ. Сонда егер сенде жарты сағат, күнде жарты сағат, кешке не таңертең жаяу жүруге, это же бесплатно, немесе үйде 10 минуттық гимнастика жасауға уақытың болмаса, Алладан не сұрайсың? Өзіңе 24 сағатта жарты сағатын бөлмесең. Ана жолы телеграмда бір челлендж жасап ем, сол кезде сұрадым, подписчиктерден былай сұрадым. Егер ақшаңыз көп болса, не істер едіңіз? Знаете, бәрінің айтқаны не? Мен ешқайда асықпайтын едім. Кітап оқитын едім, спортпен айналысатын едім. Сонда ол ақшада тұрған мәселе емес қой? А это тоже ресурс. Ақша болу үшін адам өзін ресурсқа толтыру керек. Ресурс болмаса, энергия жоқ. А энергия біз үйреніп қалғанбыз, ол бір мистический бірдеңке, эзотерика бірдеңке жоқ. Энергия ол Алланың әр адамға берген бір мөлшері. Әркімде ол әртүрлі. И әркім сол энергиясын әртүрлі қолданады. Біреу энергиясын отырып ютубта сериал көріп, там, не знаю, инстаграмда отырғанға жұмсаса, біреу энергиясын мамандық алуға, қабілетін жақсартуға жұмсайды. Өзін тануға, потенциалын ашуға, кеңеюге. Иә. И сонда кімде ақша көп болады? Таңдау әркімнің өзінде дейсіз ғой. Иә. Окей, түсінікті. Енді қараңыз, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, қарызға кірдім. Мен енді осы ақша, табыс саласында көбіне клиенттерімде, сабақтарымда сол салада болғаннан кейін маған қызық, барлық адамның мышлениесінде сұрап көрем. Сіз қарыздан шыққан кезде қандай сабақпен шықтыңыз? Сізге бір сабағын берді ма? Қалай шықтыңыз? Мен ол қарызға біреуге сенгеннен кірдім да. То есть ақшаны біреуге сеніп, біреудің жауапкершілігіне беруге болмайды. Осыны сабақ алдыңыз? Иә. Өз жауапкершілігінде болу керек. И должна давать столько денег, сколько ты готова потерять. Қаншалықты өзің көтере аласың, соншалықты беру керек.
егер біреуге жауапкершілікті бере салып, ол маған сосын қайтарып береді деген болса, онда не очень хорошая история. Сіз қалай құтыла бастадыңыз? Қандай бір шагтар, қандай қадамдар жасадыңыз, қандай әрекеттер жасадыңыз? Мен отырып алып жоспар жасадым. Осынша қарызым бар. Бұны жабуға ақшаны қайдан алам? Не істеймін? Кезінде психолог болып жұмыс істей бастағанда мен 1000 теңгеден қабылдайтынмын. Бір сессия 1000 теңге болатын. Соны ойладым, 100 сессия өткізген соң, оны 2000 теңгеге көбейтемін. Сосын 3000 теңгеге. И осы психолог болып, мен қанша клиент қабылдауым керек? Айына қанша ақшаны, қарызды жабуға, то есть декомпозиция жасай бастадыңыз? Мен жоспар құрдым. Себебі ол кезде мен туризмде істедім, ол ковидке дейінгі кезде. Туризмнен қанша ақша келеді, психолог болып қанша ақша табамын, екеуін қатар алып жүрдім. Себебі әлі психолог емеспін, жаңа коуч ретінде, НЛП ретінде жұмыс істеп жүрдім, бірақ психология толыққанды келген жоқпын. Ковид болғанда енді пришлось, потому что туризм жабылды. 2 балам бар, алимент төлеп жатқан ешкім жоқ. Өзіміз жалға алған үйде тұрмыз Астанада. Сөйтіп ай сайын өзіме ресурсқа деп бөлек ақша қойдым. Даже үйім жоқ әлі, күйім жоқ, балашағымды асырап жатырмын. Осыны тереңірек айтыңызшы, мысалы, ресурс деген ол не сіз үшін? Сіздің көңіл күйіңіз, сіздің состояниеңіз? Менің состоянием, ол ең бірінші менің состоянием. Мысалға, мен өзіме айтам, бүгін мен 5 клиент қабылдаймын. 5 клиент қабылдау енді оңай емес, бастап жатқан адамға, бастап жатқан маманға. 5 клиентті қабылдаған соң, мен барып кофе алам Костадан и чизкейк алам. Ол кезде чизкейк 1700 теңге тұрады. То есть өзіңізді қуантасыз? 1700 теңге чизкейк, 1300 теңге кофе. Мен үшін 4000 теңге кәдімгідей ақша. Бір клиенттен мен 1000 теңге, 2000 теңге алам. Бірақ өзіме айтамын, аптасынан бір рет 5 клиент қабылдаймын, бір күнін. Сол ақшаны 5000 теңгені мен кофейняға барам. Сосын мынандай әдет қылдым. Риксос бар, Риксосқа барам, сол жақтан кофе заказ берем. Ана жер әдемі ғой, жасыл, еще неше түрлі ағаштары бар. Сөйтіп өзімді қуантамын. Сосын обязательно спортқа барам. Йога бар, үйдің қасында. Стретчинг йога емес, стретчингке барып, денемді созып. И массаж. То есть мен әр ақшамда, аптасына бір рет 4000 теңгеге кофе мен чизкейк алам, бір рет массажға барам, и аптасына 2 рет стретчингке барам. Соны бөлек қойып қоям. Прям жоспарлы түрде? Да. Потому что білем, осы нәрсе мені қуантады. Ресурс береді. Сосын туризмде істеген соң, бізді партнерлар бекерге бір жаққа шақырады. Бекер болғанда тегінге. Сөйтіп мен әр партнерға жазам, себебі саяхаттаған келеді ғой. Саяхат, там $100, $200 жинап аласына, қалған өздері төлейді. И обязательно путешествие болады. Балаларымызбен бір жаққа шығуға. Алдын ала, там, не знаю, қанша жолы бір рет, ең бірінші рет біз Өзбекстанға бардық. 20 000 ба 30 000 теңге билет, арзан болатын. Бірдеңке скидкаларға түсіп. Сондай скидкаларды іздеп жүрдім. И обязательно балаларым айтатын, мама, бізде ақша жоқ қой, қайда барамыз? Біледі ғой енді. Бәрібір барамыз, бәрібір шығамыз. То есть бір ақшам қарыз жабуға, бір ақшам өзімді ресурсқа толтыруға. Обязательно соған бөлетімін. То есть ресурс мен бензин дейсіз ғой? Иә. И 10%-ын садақа деп бөліп отыратынмын. То есть енді ол кезде көп бере алмайсың соның өзінде, потому что білем, берген сайын садақа, это как очищает твои доходы. И Аллахтан сұрайтын, осы психология менің жолым болса, адамдарға көмегім тисе, осыны күшейте көрші, осы жолға мені сала көрші деп соған қатты көңіл бөлетінмін. Қазір теңес ба, келетін, мысалы, курсқа қатысатындар, терапияға келетіндердің 10 адамның 9-ы қарыз. Шынымен де қарыз тіпті денсаулыққа әсер еткен, басқа сфераларына әсер еткен, отношенияға әсер еткен, ішкі халдерін быт-шыт қылған, то есть явно бір эмоциональный бір құл сияқты бір состояние кіргізіп тастаған, түрме сияқты. Қарызда жүрген, уже ештеңені көрмейтін, потенциалдарын жауып тастаған, жалпы қарызда жүргендерге бірінші неден баста деп айтар едіңіз? Не айтасыз ол кісілерге? Қазір көріп отырғандардың көп бөлігі қарыз адамдар деп айтар едім.
Енді мүмкін қиын сұрақ қоятын шығармын, бірақ ойланып көріңіздер. Қарыздың артында бір қажеттілік жатыр. Негізі транзактік анализде должник деген ойын бар, психологиялық. Яғни әр ойынның, бұл психологиялық ойын, ол просто ойын емес, кәдімгідей өмірдегі психологиялық ойын. Әр ойынның астында бір қажеттілік жатыр, второстепенная выгода. Көп қарызда болатын адамның қажеттілігі күлкілі шығар, хотя бы банк мені іздейді да, біреуге қажеттімін, ақшаны керек болып қаламын, керек, керек болу, біреуге керек болу, банк іздейді ғой, қайдасың деп. Сосын егер де адам өзі жертва позициясында көп болса, қарызға кіріп, қарызды бере алмау, қарызды қайтару, жаңа сіз айтпақшы эмоционалды түрмеде болу, бұл да жертваның бір позициясы, үйреншікті. Былай қарасаң, бірде маған бір подписчицам жасады, осы сендер жертва дейсіңдер, нам и так плохо, еще нас во всем обвиняете деп. А мен айтқым келетіні, жертваның энергиясы мықты. Жертва болатын адамның энергиясы мықты. Просто оны аша алмайды да. И то есть жертва ол преследовательден, спасательден энергияны өзіне алады. Қаншалықты энергиясы мықты, чтобы екеуінің көзқарасы соған болды. Мысалға, банкке қарыз ба, банк уже преследователь болады. Ақшаны алғанда өзіңнің ақшаңды аласың да, қалай дейді? Когда берешь, бір орыстар айтушы еді ғой, берешь чужие деньги, отдаешь свои деньги. Қайтарғанда, сложно қайтару, да? И алғанда риза боласың банктың бергеніне. О, мне одобрили рассрочку или там мне дали кредит деп мәз боласың, да? А қайтаратын кезде банк уже преследователь болады. Ақшамды қайтар. Еще коллекторларға береді, сотқа береді, бүкіл счеттарыңды жауып тастайды. Это игра дейсіз ғой. Кәдімгідей ойын. И все, сол кезде жертваға кетеді да, Тоқаевтан сұрайды, біздің қарызымызды жабуға көмектесіңдер, мен 5 баланың анасымын, қарыздамын, жабыңдар менің қарызымды деп, уже біз преследователь болып мемлекетке, жүйеге көмек сұраймыз ғой енді. Но это тоже некое преследование. Сонда бұл ойында драматический треугольник классикасымен жүреміз. Сол үшін, одан шығу үшін менің шын өзіңе сұрақ қой. Шын, да, признаться, честно признаться. Менің выгодам қандай? Қажеттілігім қандай? Егер бұл сценарий болса, менің ата-анам өмір бақи қарызда тұрды, мен де тура солай өмір сүріп жатырмын. Или ата-анам жоқшылықта тұрды, мен ол жоқшылықты қарызбен жапқым келеді. А ол жабылмайды. Одан сайын терең құлдырайды адам. И қарыздың бір несі, бізде былай ғой, мысалға біз ақша табамыз, іштегі энергиямыз мынандай. Барамыз да қарыз аламыз. Тойға, үй салуға, энергиямыз жетпейтіні қарызды жабуға. Қарыз көбейеді, энергия азаяды. И жаңағы эмоционалдық түрме осыдан шығады. Ең алдымен ниет қою керек. Адам просто на уровне намерения ниет қойса, уже Алла тағала оған өзі көмектеседі. Сосын қарыз кешіп жібермесе екен, сұрамай қойса екен демес, мен құтылайын, өзім құтылайын деген сияқты. Ниет қою керек. Ниет өте күшті энергия береді адамға. Ниет дегеніміз психология, біздің транзактік анализде перерешение деген концепция бар. Я перерешила, я приняла новое решение. Мен былай өмір сүрмеймін. То есть это нужно настолько устать так жить. Мен шаршадым. Так жить я больше не хочу деген бір твердое решение болу керек та. И сосын қарыз, бұл мысалға ақша, ол қолға ұсталатын нәрсе, материалдық нәрсе. А тағы эмоционалдық қарыз бар. Өзімізге қарыз бар. Мысалға, мен өзіме былай айтатын. Менде 20 клиент болғанда, мен там өзіме бір уәде болды да, осыны жасаймын деп. 20 клиент болды аптасына, бірақ мен бұл уәдені орындамадым. Или, например, біреуге берген уәдеңіз, ол сол кісіге қарыз болады. Өзіңізге берген уәдеңіз. Сосын жасаймын, балаларға сосын алып беремін. Бірдеңке уәде бердіңіз ба,
все, ол қарыз болып қалды, ол эмоционалдық қарыз. И қарызды, егер сіз қазір ақша ретінде қарызды жаба алмасаңыз, қарызды физикалық түрде, ақша түрінде жаба алмасаңыз, хотя бы эмоционалдық қарыздарды жаба бастаңыз. Қалай? Мысалға айта аласыз ба? Ол үшін бір бетті аласыз да, жазыңыз, мен кімге қарызбын. И жазыңыз, не қарызсыз. Ақша, уәде, бірдеңке жасап беремін, біреуді қарсы аламын, бірдеңкесін істеп беремін, кітапты оқимын дегеннің өзі қарыз. Мына кітапты сосын оқимын. И өзіңе мысалға берген уәде. Бір кісі жұмыстан шығамын, осындай бір неге жеткенде, өзінің бір цель болған, мақсатына жеткенде жұмыстан шығамын. Наемный жұмыста әрең жүр. Просто қажеттіліктен ақша керек, бірақ ана жұмысқа барғысы келмейді. Енді бір мақсатына жетті, айтпай қояйын. Бірақ жұмыстан шықпайды. Неге жұмыстан шықпайсың? Өзіңе уәде бердің ғой десем, мына жерде тұрақты табыс бар. Жұмыс істегісі келмейді. Жұмысқа барған сайын энергиясы төмендейді, бірақ жұмыстан шықпайды. Все, значит, басқа жағында уже берекеті болмауы мүмкін. Себебі энергиясы азайып жатыр да. Өзіңе уәде бердің ба, сол уәдені орында. Сол үшін алдымен отырып, кімге қандай қарызым бар? Ақшадан басқа. Эмоционалды. Ментальные долги? Да, ментальные долги. Соны жабыңыздар. Ол да кәдімгідей энергияны қайтарады. Элементарно үйдегі шкафты осы демалыс жинайым деймін да, жинамаймын. Әр ашқан сайын мынаны жинау керек еді деп ойда тұрады да. Или біреумен қарым-қатынаста, мысалға, ренжісіп қалдыңыздар. И сөйлеспейсіз. Вроде как создаете, что все нормально. Мен мұсылманмын ғой, 2 күн, 3 күнде кешіруім керек. Бірақ іште бір напряжение бар, сезім ешқайда кеткен жоқ қой. Ана напряжение энергияны сорады. Мынандай болды ма? Адаммен мысалға конфликт, либо холодная война, да, үйдегі даже бауырларыңызбен, не знаю, ата-анаңызбен, а потом сөйлесіп, бір-біріңізді, шеріңізді тарқатып, айтып, жылап, сол мәселені жапсаңыз, кәдімгідей деп жеңілдеп қаласыз ғой. Сол тоже энергияны қайтарып аласыз. Сондай қарыздарыңыз болса, жабыңыздар. Себебі бізде эго бар да. Мен дұрыс, менікі дұрыс. Неге мен одан кешірім сұрауым керек? Деген нәрсе. И егер сіз, это, знаете, человек должен быть сильный, ментально сильный. Себебі ментально мықты адам, ол эгосын түсіре алады. Басқа адамның алдында кішірей алады. Энергиясын қайтарып алады. Моншаға барғанда, немесе душқа түскенде, вроде біздің үстімізде кір жоқ қой, бірақ жуынғанда бір жеңілдеп шығамыз ғой. Вот тура сондай сияқты, даже одан да жақсы болады. Сондықтан хотя бы содан бастау керек. Содан кейін мен былай жасайтын, айтпақшы, тағы бір техникам болатын. Бірнеше конверт болатын менде. Еще үлкен балам, Абдиге 2 бөлмелі үй алып берем. Мына қарызды жабамын. Бірақ қарыз жабу ол мақсат болып саналмайды, себебі ақша кетеді да, артефакт қолда қалмайды. Өзіме путешествияға деп 5-6 конверт жасап қойғам. Мысалға 2000 теңгем бар ма, или 1000 теңге бар ма, ол кезде курс қанша еді, 220 ма сондай болатын. Барамда $5 болса да ауыстырып алам. Сөйтіп ана 2 бөлмелі үйге саламын конвертті. Ол $5 енді жинап көрмейсің, бірақтан ми үшін ол кәдімгідей мен мынаған жинап жатырмын. Ішін ашамын, $1, $5, там 5000 теңге. Решение ғой енді. Кәдімгідей уже миымда мынандай не болады да, связка. Мен мені жинап жатырмын. Уже успокоение кетеді. То есть, хотя бы 1000 теңге болса да, қарызды жабуға ниет еттіңіз, енді соның іс-әрекетін жасау керек. Қадамын бастадым. 1000 теңге болса да, 500 теңге болса да, Алла тағала өзі жеңілдетеді. Ниет деген мықты энергия береді. Окей. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, 19 жыл некеде болдым деп, оқырмандардың бірі біледі, бірі білмейді. Сіз былайша айтқанда, сырттан қарағанда әрине алдымен Алла ғой, бірақ өзіңізді өзіңіз жасап алған әйелсіз. То есть маған бұл өмір ұнамайды, мен басқа өмірді қалаймын дедіңіз, бірақ соны жасадыңыз, Алланың қалауымен.
Оны не үшін айтып жатырмын? Мысалы, неше жасыңызда қазір қазір неше жастасыз, егер құпия болмаса? Сіз, мысалы, мен көп әйел балаларға, жаңағыдай әйел қыздарға мотивация болсын деп жатырмын да, өздерін түсіріп тастайды ғой, сындырып, все, мен уже бушныймын деген сияқты. Сіз неше жасыңызда осы қазір? Бушный с прицепом, да? Тұрмысқа шығып, мен еще 46-ымда күйеуге шықтым. Дүркіреп свадьба жасадыңыз, ақ көйлек кидім, бәрі айтты. кидіңіз. Разведенка, еще и в белом платье. Зачем тебе деген сияқты? Да. Қалай, қиын болмады ма? Жоқ. Не үшін жасадыңыз оны? Мен негізі оны қаламадым. Бірақ күйеуімнің той болған жоқ. То есть у меня никогда не было свадьбы. Я хочу свадьбу. Я хочу видеть тебя в белом платье, деді. 1 жыл болды, шатаспасам? Иә, 1 жыл болды. Былтыр үйлендік, той жасадық, өзіміздің жақындарымызды шақырдық. И мен айттым оған, егер той жасаған келсе, онда 5 жұлдызды гостиницада жасайсың. Былай жасағым келмейді деп условия қойдым. Сөйтіп, жарайды деді. Сөйтіп, тойды күшті өткіздік. Такая теплая свадьба была, дүркіретіп, өзіміздің туысқандарымыздың, достарымыздың арасында. Кәдімгідей, знаете, естелік. Өзің осындай 46 жасыңда күйеуге шығу, ақ көйлек кию. И еще ең қызығы, балаларымыз тойдың жаңағы управление, администрациясы сондай болып жүрді. Ана келінім өздері ұйымдастырды. Иә, келінім еще 2 қабат. Келіні бар еще. Сумкасын былай киіп алған, ана ақша әкеледі ғой, сол сумкаға салып қояды. Балаларым ұзатты десе болады. Балаларым жүрді. Қызық болды негізі. Но я считаю, что әркім өзі қалағандай өмір сүру керек қой. Хақылы. Иә, кімнің қандай шатағы бар вообще. Енді оны Инстаграмға салғанда кейбір адамдар, ой, біреудің тоқалы, ой, кәрі, бірдеңке, кімге керексің, бірдеңке деген комментарий жазады. Мен ойлаймын, сенің өміріңе қандай ықпал етеді? Менің күйеуге шыққаным, менің той жасағаным, ақ көйлек кигенім, сенің өміріңе қандай қажеттілігі бар бұның? Когда мы обращаем внимание на чужую жизнь, мы не оставляем энергию для себя. Іштегі уымызды басқа айдаладағы біреуге шашып, не керек ол энергияны құртып? Өзіңді минусқа кетіріп деші. Иә, ментальный минус содан болады. Ол менің іштен кейін кетпейді ғой, жарайды, хит жаса берсің. Как-то мен оған спокойно қараймын да. Себебі әр адам өзінің ішінде не бар, немен толып тұр, соны шығарады да. Егер өзіне риза болмаса, өз өміріне риза болмаса, ешкімге сенбесе, онда әрине оның айтатыны сол болады. Еркектерге сенуге болмайды, андай мұндай деп. Мен де ер азаматтарға қатты ренішім болды. Кәдімгідей ажырасқаннан кейін 6 жыл, 5 жыл вообще ешқандай қарым-қатынаста болмаймын деп шештім. Ең қызығы, былтыр январьда отырып өзімнің пландарымды жаздым. 2023 жылға не істеймін деп. Сол кезде ойладым, слушай, я хочу замуж. Я хочу замуж деп өзім кәдімгідей шешім қабылдадым. И ниет еттім, күйеуге шығамын. И кәдімгідей жоспар құрдым, оғанда проект ретінде кірдім. Свиданияларға кәдімгідей свиданияларға барып, сыртынан қарап отыратынмын, тыңдап, психолог ретінде тыңдап отыратынмын. Сөйтіп жігітпен аяқ астынан кездесіп, аяқ астынан таныстық, енді Аллахтың қалауы ғой. Мен онша ұнатпадым бар ғой. Красавчик емес, мне же Ален Делон нужен такой вот. Бірақтан сөзін тыңдадым, айтып атқан әңгімесін тыңдадым. Мынаның бірдеңкесі бар екен, махаббат болған жоқ. Был расчет, брак по расчету. Ол бай жігіт емес, обычный жігіт. Бірақтан потенциалы бар. Естіп отырдым, ақылы бар, интеллектісі бар. Сосын айттым, окей, я с тобой буду встречаться при условии, что я выйду за тебя замуж деп. Таңғалып қалды. Хорошо. Ол ойлаған ғой, бірдеңке кездесеміз, сөйтеміз, бүйтеміз деп. Айттым, ешқандай ондай лишний движение болмайды. Тек қана күйеуге алсаң ғана мен кездесуге дайынмын деп. Сөйтіп практически өзім условия қойдым, күйеуге шығам деп. То есть бұл батылдық. Көп әйелдің қолынан келмейтін. Вот қараңызшы, сіз қоғамдағы стереотипке қараған жоқсыз. Қоғамдағы стереотиптерге, рамкаларға қарамай, соны бұзып, мен 46 жасында күйеуге тигім келеді дедіңіз, тидіңіз.
свадьба жасағым келеді дедіңіз, жасадыңыз, демек өзіңізді таңдадыңыз, иә, өз қалауыңызды, өзіңіздің арманыңызды. Бірақ бұл қай кезде келді, қай кезде бұны үйрендіңіз? Көп адам өзін таңдауды білмейді ғой. Қалай сіз үйрендіңіз? Негізі менің ата-аналарға айтатыным, қыз баланы шекара қоюды үйрету керек. Ұл баланы тоже, бірақ қыз баланы особенно. Маған бұлай ұнамайды, маған сенің қарым-қатынасың ұнамайды деп. Когда адам өз шекарасын біледі, как с ним можно обращаться и как нельзя, сол кезде ол біледі, не қалайтынын. Мен енді жасым 50-ге кеп қалды. Біреудің тыңдағанын, біреудің айтқанын тыңдауым керек па? Себебі жас кезімде басқа адамның ризашылығын алсам екен деп өзімді жегіп тастадым. Менде 4 грыжа бар. Кезінде жатып қалған, вообще жүре алмай жаттым, ойладым, инвалид болам деп. Сол мысалға ауыр жұмыс, ауыр бірдеңке көтергеннен, ол тоже өзіңді тыңдамаудан, өзіңнің денсаулығыңды тыңдамаудан, денеңді тыңдамаудан, өзіңді таңдамағаннан. Наверное, енді мен ойлаймын, енді Аллахтың қалауымен осынша опыт алып, психолог болып, бір Алланың даналығы шығар. Себебі енді в таком возрасте было бы странно выбирать не себя. Бірақ жас келіншектерге, жас қыздарға айтатыным, сіз өзіңізді таңдамасаңыз, сіздің қызыңыз да болашақта өзін таңдамайды. Сондықтан, наверное, я уже просто в силу своего возраста это, и психолог болып уже түсіне бастаған. Өзін тыңдай алуды, ести алуды, иә? Өзін таңдауды қалай үйренеміз? Неден бастау керек? Да, бір техника айтайын. Мысалға, енді ой өрбіту ол қиын. Ойлану, все равно өзіңнің бір ұстанымдарыңда ойланасың ғой. Бірақ дене алдамайды. Өзіңді тыңдау денеден бастау керек. Кейде біз денемізге мән бермейміз. Мен кейде қараймын да, мысалға, кейбір адамдармен жүргенде замоктарын соңына дейін салып алады, укутаются, или наоборот ашық-шашық жүреді. Мысалға, замогын соңына дейін салып алады да, шапкамен жүреді, ал мына жер ыстық. Өз денесін сезбейді. Отыра береді. Я говорю, жарко же, может, расстегнешься. Или же дәрет қысып тұрса да шықпай отыра береді. Өз денесін тыңдамайды. Ұйқысы келгенде ұйықтамайды. Мынаны бітіруім керек. Мына тамақты жасай салуым керек. О жағынан менің енеммен күшті қарым-қатынаста болатын. Біз өте жақсы көремін ол кісіні. Маған айтатын, көп қонақ шақыратын біз үйге бірінші некемде. Ыдыс-аяқ бәрі қалады да, айтатын, Айка, тастай саш, ертең жинаймыз. Ертең жинай саламыз, тастай саш деп. Сөйтіп рұқсат беретін. Мен жоқ, түні бойы оны жинап, жуып сөйтем да. Сол кезде мысалға рұқсат беріп тұр ғой. Ой, ұят болады, там ыдыс-аяқты түнде қалдыруға болмайды, түнгі 2 болса да бәрін жинап, таңғы 5-ке дейін жинап, жуып жатасың. Денеңді тыңдау керек. Ойыңды ұстай алмасаң да, потому что мысли много, күні бойы ой көп. Денені тыңдау керек. Дәл қазір денеңізде не болып тұр? Дәл қазір мына жерім қысып тұр, мына жерім тартып тұр. Сосын тағы мынандай бір техника бар. Қазір жасап көріңізші. Оң қолыңызды кеудеңізге и сол қолыңызды қарынның төмен жағына қойып дем алыңыз. 1-2 минут. Кәдімгідей тыныштандырады. Бірдеңкеге қобалжып тұрсақ, уайымдап тұрсақ, қорқып тұрсақ, осыны жасауға болады. Денеңмен қарым-қатынас 1-2 минут. Болды, одан артық, можно больше, но вот в течение дня. Сосын просто мен қол қойғанда денеңді сезесің да, қол қоймай-ақ просто денені тыңдау. Егер мына жерім мысалға ауырып тұрса, қорыққанда немесе қолым дірілдеп тұр, не знаю, қарным тартып тұр десе, аяғым дірілдеп тұр. Да, аяғым тура іштегі вниманиеңізді соған направлять ету керек. Направили внимание на живот и слушаете. Просто слушать. Болды. Дене психологияда бұл ішкі бала. То есть бағана айтып кеттім ғой, ішкі ата-ана, ішкі бала, ересек. Бұл біздің любой адамда психиканың структурасы.
біз денемізді тыңдағанда баланы тыңдағандай боламыз. Кішкентай баланы қолға алсаң, жылап тұрған баланы қолға алсаң, қоя қояды ғой. Сол сияқты өзіңізді қолға аласыз. Мынау тоже өзіңізді қолға алғандай. Сонда іштегі бала қобалжып тұрған, ренжіп тұрған, қорқып тұрған тыныштанады. Басылады. Хотя бы нужно начать вот с этого. Слушать свое тело. А женщины особенно. Женщины — это чувствительные существа. Еркек адам оны сезбейді, оның тестостероны, адреналины постоянно ұрып тұрады, ол кортизол көп, бірақ біздің әйелдерде де кортизол көп. Әйел адам ол более сензитивный, чувствительный әр нәрсеге, денеге особенно. Себебі әйел адам ләззатпен, рахатпен өмір сүру керек. Әйел адам ләззат алып, рахат алса, ол үйдегі бүкіл тыныш болады ғой, үйдің іші. Бәрін әсер етеді деңізші. Егер де бір жақта мен бақырып тұрған әйелді көрсем, ойлаймын, бұның еркегі не істеп жүр? Неғып мынаны риза қылмай жүр деп. Себебі тыныш іштегі өзінің уайымы, қайғысы, күйеуімен бөлісіп, жақсы әңгімелесіп, күйеуі тыңдаса, үйіне тыныштық, бақыт орнайды. Әйел адамнан өте көп нәрсе байланысты. Мен кейде бірдеңке стресс, бірдеңке болса, күйеуімнің алдына барам да отырам. Жаным, мне страшно деп. Кішкентай қыз сияқты отырам. Сосын отырады да мені: ну, что случилось? Рассказывай деп. Маған сөйтеді. Я говорю, вот это. Окей. Ну-ка, кто там? Деп мені кәдімгідей нормализовать етеді. Соны айтам, өзім біліп тұрам, енді ойын ретінде. Бірақтан соның айтқаны, тыңдағаны мені уже кәдімгідей спокойствие береді да. Мен білемін, что менің ерім мені қорғайды. Любой момент мен үшін қорғаушы, заботящийся мужчина. Для женщины это очень важно. Вот сіз білесіз, сіздің еріңіз сондай. Жаным деп күйеуіне барған күйеулері қумаш па? Кетші бар әрі деп па? Қуып тұрсың ба десе, онда әйелдерге не айтасыз? Не істейді Түсіндіру керек. Знаете, ему непонятно, что ты от меня хочешь. Не керек, баршы басымды қатырмау, сендердің психологтарым қайдағыны айтып деп. Объяснять надо. Жаным, сен мені посади на коленки, и сенде ақша көп болады. Деп просто ему скажите, что мое спокойствие — это твое спокойствие. Менде сенен басқа кім бар? Шешеме барып айтпаймын ғой уайымымды. Балама барып айтпаймын, подружкама. Сенен басқа кім бар? Сен менің партнерымсың. Пожалуйста, мені тыңдашы. Құнсыздандырмай. Прям надо научить его. Сенің қойш дегенің мен үшін ауыр тиеді. Енді оны түсінетін еркек бар, түсінбейтін еркек бар. Вот именно. Мәселе әйелдің өзінің саналығында, даналығында. Ол неге бұнда еркекті таңдады? Ол енді қазіргі заманда ешкімді зорлап күйеуге бермейтін шығар. Біз таңдаймыз ғой өзіміздің күйеуімізді. Неге ондай күйеуді мен таңдадым? Не үшін? Қандай сабақ алып жатырмын? Неге менің күйеуім менің шекарамды қорғамайды? Себебі мен өз шекарамды қорғай алмаймын. Себебі мен өзімнің қажеттілігімді білмеймін. Опять өзімізге қайтып келеміз. И сосын егер күйеуіңіз дөрекі болса, егер сізге қол жұмсаса, оны тоқтату керек. Ол сіздің қауіпсіздігіңіз, сіздің денеңіз аманат. Қалай тоқтату керек? Негізі мұсылманда уәли деген нәрсе бар, адам бар. Уәли ол біздің ата-анамызды, әкеміз, шешеміз. Егер сіздің өзіңіздің күшіңіз жетпей жатса, қазір шүкір заң қабылданды, полицияға жазасыз. Бір-екі рет полицияға жазған соң, ондай адамдар, бұл психологияда антисоциальный тип личности, олар басқа біреудің күшінен қорқады. Менмін деп тұрған еркек басқа бір күшті көргенде басылады. Себебі әйелінен қорқпайды, ол неменесінен қорқады? Мен подкаблучник болмаймын, мен еркекпін, ұрғанба, соғанба менің билігімдесің деп. Болмайды. Әйел ол аманат. Егер де әйел өзінің құқығын өзі қорғай алмаса, заң бар и ата-анасы бар. Себебі әйел адамды негізі біз енді күйеуге шыққанда біздің қорғаушымыз, біздің жолдасымыз, жолдас деп бекер айтпайды ғой. Біздің егер реально құрбымыз, сіз мысалға Балқия ханым, егер мені боқтап, сыйламасаңыз, сіз менің досым болмайсыз. Айтам ғой, қойшы, зачем мне такая подруга? А именно күйеуімізбен жолдас, дос, партнер. Неге ол мені ренжіту керек?
Бірақтан менің ойымше енді екінші рет күйеуге шықтым, как говорится, опыт бар. Бірінші некедегі менің қателігім өзіме деген қарым-қатынас. Өзіме. Сондай болған соң мені кім сыйлайды? Өзімді өзім сыйламасам, мені кім сыйлайды? Өзімді құнсыздандырсам. Ал енді 5-6 жыл жаңағы проработка жасап, өзімді өзім түсініп, сценарийімді ауыстырған соң, әрине уже басқа ер азаматты көрем да. Бізше адам жылқыларда мынандай шоры дейді ғой, қазақшасын білмеймін, былай кигізіп қояды ғой, чтобы үркімеді, тек қана осы тура жолды көретіндей. Адамда да осындай шоры бар. И адам мысалға өзінің сценарийінде өмір сүрген соң, ол тек қана өзінің сценарийына бейімделген еркекті көреді. Егер кішкентай кезінде әке-шешесі ұрса, немесе әпке тәтелеріне беріп сол жақта тәрбиеленсе, әжелерінде, ол бала өзін қажетсіз ата-ана үшін сезінді. Немесе оны ұрып соғып бір насилие көрсе, ол қандай еркекті табады? Өзіне солай қарайтын адам. И мына шорыды көре алмайды басқа еркекті. Басқа адам көп. 8 миллиард адам бар. Біз оны көрмейміз. Біз тек қана өзіміздің сценарийімізді Алланың бұйырған бір азаматын көреміз да. И ұстанымдарды ашқанда біз басқа адамдарға көңіл бөлеміз. Егер де мен 10 жыл бұрын мына қазіргі күйеуімді көрсем, мен оны таңдамайтын едім. Себебі сценарийде жүрмін. Демек сценарийді өзгерту керек қой. Сценарийді өзгерту керек. Сценарийді өзгерту дегеніміз ол бірден өзгере қоймайды. Жайлап шығу керек. Мысалы, қарыздан. Қарыз бұл да сценарийдің бір бөлігі. Егер мен мысалға 5 қарызым бар делік. Бір қарызым 50 мың, бір қарызым 100 мың, бір қарызым, не знаю, 500 мың. Мен кішкентай қарыздан жабуды бастаймын. Осы 50 мыңды или 100 мыңды жабуға тырысамын. Өзіме ниет қоям. Осыны жаптым, басқа қарыз алмаймын. Алғым кеп тұрады. Мен бір клиентім айтпақшы. Қарыздардың бәрін жаптым, бірақ прям алғым кеп тұрады. Бірдеңке рассрочка болып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Ай, ханым, алайыншы деп. Мен кәдімгідей контракт қоям. Келесі қарыз алғанда менімен сөйлесіңіз деп. Мен оған запрещать етпеймін. Просто мы обсуждаем, оның артында не бар екен. И вот сол қарызды, бір қарызды жапты, екінші қарызды жапты. Это уже выход из сценария. И алкоголиктер сияқты ішкісі кеп тұрады да қарызды алғып. Өзін ұстап, не істеп шықса сол зависимостьтан. Потому что қарыз алу, ол да кәдімгідей тәуелділік. Игра. Да. Ол уже сценарийдан шықты деген сөз. Бірақ ол кәдімгідей еңбек. Ой еңбегі, мышление, сезім, дене, іс-әрекет. То есть адамның негізі әлемді қабылдауы через чувства, мысли, поведение. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мысалы, қар жауады, жаңа жол салу үшін мы же не хотим или страшно, да? Лучше біреудің салып берген жолмен жүре берсек, или мына жақта аяғым қар болады деген сияқты. Окей, жаңа жол салуға сонда бізге не керек, тек батырлық па? Қалай біз жаңа жолға, немесе не үшін бізге қорқынышты? Қалай бірінші қадам бастаймыз жаңа жолды, немесе жаңа сценарийді бастау үшін? Алдымен түсіну керек, что хотите. Осы сұрақты өзіңе қою керек. Қандай жол қалайсың? Мен не қалаймын? Әрине бәрінің алдымен жазатыны материалдық. Айтқым келетіні ақша мақсат болмау керек. Ақшаны білесіз ба, қандай адам табады? Вот сіз. Неге сіз ақшаны жақсы табасыз ба? Неге жақсы табасыз? Алланың қалауы. Бірақ сіздің қандай әрекетіңіз бар? Қалай ойлайсыз? Сенен соған, өзімнің оңай табатыныма, жеңіл табатыныма. Кәсібилігіңіз. Сосын адамдарға беретін пайдаңыз. Бөлісе алатыныма. Яғни адам өзі басқа адамға қандай пайда тигізсем екен, оның қандай проблемасын шешсем екен десе, ол уже сол жерден ақша табады. Ол бірінші. Екінші, бұл енді ислам дінінде қызмет қой. Қызмет. Мен адамға көмектесуім керек. Мен ақша табуым керек деген болу керек, но ол мақсат болмау керек. Ақша табу нормально, ұялмау керек. Просто еще біздің қазақтың менталитетінде ақшадан ұялу бар. Бай болудан ұялу бар. Менде бір клиентім. Дүние қоңыздық деген. Клиент емес, бір курсымның участнигі былай айтатын.
өзі Америкада отыр, қыдыруға ұялам дейді. Неге десем, айды өзіме көйлек алуға ұялам дейді. Себебі менің мамам ана жақта ауылда өмірі ешқайда шықпаған, ештеңке көрмеген. Мен мына жақта Америкада қалай рахат көрем дейді. Түсінесіз ба? Анасы сондай өмірді өмір сүрді, енді сол үшін чувство вины қызында. И ол өмірін рахат көре алмайды, сепарациядан өтпеген. Сол үшін откупация етеді да, шешесіне ақша жібереді, өзі қыдыру үшін. Шешесі сол ақшаны өзіне жұмсай ма, қалай ойлайсыз? Жоқ, әрине. Әрине, ол жаңағы туысқандарына таратып береді. Болды, шешесінің выборы сондай, а қызы отырады, блин, анам ауру, анам бақытсыз, өмір бақи, папамның андайын мындайын көрді деп. Какой был вопрос? То есть бұл жалғаса береді, мен жаңа жолда айтып жатырмын ғой. И что надо делать? Надо понять, что я хочу. Мен не қалаймын. Бұл эгоизм емес. Себебі ақша сіздің ниетіңізге келеді, және адамдарға қандай көмек жасайтыныңызға келеді. Және де мынандай бір сөз бар орыста. Контакты ведут к контрактам. Неғұрлым контактыңыз көп болса, соғұрлым ақша табатын контрактыңыз көп болады. Яғни пайдалы қарым-қатынасты жасау керек. Және де ол қарым-қатынас тек қана мен пайда табам деген емес. Вин-вин болу керек. Любой партнерствода, любой сотрудниктермен, мысалы, мен сотрудниктермен сөйлесем да, көріп тұрамын, что-то не дорабатывает. Шақырамын, не ұнамай жатыр. Что происходит? Уже біліп тұрамын да бірдеңке. Потому что маған важно тек қана мен ақша табу емес, менің жұмыс істеп жатқан қызметшілерім, тоже менеджерлерімді жақсы ақша табу керек. Әр жерде позиция вин-вин. Я окей, ты окей позицияны ұстану керек. Осы философия, транзактік анализдің философиясы маған өте ұнайды. Себебі ол исламда да бар. Әрине, сол исламда айтқалы тұрмын да, мысалы, алушы да беруші де риза болғанда ғана ортада береке болады деген сияқты. Мен ғана деп тұрсаңыз, ол односторонний процесс. Мысалы, базарға барушы дейді да, барған кезде, мысалы, машина алуға бардық, базарға. Ана саудаласып алып кеттім, мен күшті, мен пайдаланып ұтып кеттім, мен жеңдім деп ойлаймыз ғой. Бірақ ана адам что-то әйтеуір беріп, бірақ может жуас шығар, может момын шығар, может или саудаласа алмайтын шығар, бірақ бүйтіп әйтеуір бір риза болмай, ладно деп енді. То есть менде ғана ризалық бар мен тарапта, бірақ ол тарапта ризалық жоқ болса, мен ол машинаның қаншалықты рахатын көре аламын деген сияқты ғой. Марғұлан Сейсенбаевтың бір айтқан сөзі есімде. Былай деді: деньги — это выхлопные газы. Они выходят сзади машины. Если вы будете все время смотреть назад, сколько у вас денег, впереди врежетесь в столб. Біз алдыға қарауымыз керек, жолға қарауымыз керек. Ақша ол бонус ретінде келеді да. Біз көбіміз ақшаның артынан жүреміз. Ақшаның артынан жүрмеу керек. Это неправильная стратегия. Правильная стратегия — қандай пайдалы іспен халыққа айналсам. Қалай бөлісе алам? Немен бөлісе алам? Ол білімің ба? Ол мысалы киім-кешек сату ма? Не үшін? Да, не үшін? Қазақтың жаңағы қазір бізде қазақша трендтік күшті шығып жатыр ғой. Патриотизм, менталитет, соның бәрін күшті салт дәстүрге енгізем деп. Ниет опять. Қандай ниет? Соның артында тұр. Простые вещи, думаю, адамдар білет, но просто я еще раз хочу сказать, что деньги не должны быть самоцелью. Мақсат болмау керек. Түсінікті. Вот қараңызшы, ақшаны табу бар, бірақ тапқан ақшаны біз мысалы қалай армандаймыз? Күшті люкста жүрсем, бизнес класста жүрсем, өзіме бренд киімдер алсам, вот комфортта өмір сүрсем деп біз қалаймыз ғой сол нәрсені. Бірақ шынымен де сол комфортқа жеткілікті ақша келгенде біз оны қолдана алмай қаламыз комфортқа. То есть ақша келеді, біз бизнес классқа билет ала алмаймыз, немесе ақша келеді, біз өзімізге бизнес таксиге мінбей лучше экономға міне салайын деген сияқты. А вдруг ақшам таусылып қалады, а вдруг ақша жетпей қалады деген сияқты. То есть өзіңе комфортты рұқсат бере алмау. Неден бастасақ болады рұқсат беруді? Бұрында мен туризмде 17 жыл жұмыс істедім ғой. Вот туркомпанияңыз болды. Иә. Күшті крутой клиенттерім келеді. Бизнесқа билет алады. Мен ойлаймын, мыналар жынды ма? Бір самолетте барады.
бір самолетпен бір сәл ғана уақытта артында отырады. иә сәл ғана артында отырады. Осылар қуады дейтінмін. Өмірі бизнеспен 17 жыл жұмыс істесем де туризмде өмірі бизнеспен ұшпайтынмын. Неге? Себебі мен ойлайтын алар жынды рәсуа қылып. Вот пока сіз солай ойлайсыз, ұшпайсыз. Себебі басқа адамның істеп жатқан нәрсесін опять құнсыздандырасыз. Егер сіз біреуге ой мынаның заттары қымбат, это дорого десеңіз, сіз өзіңізге дороганы рұқсат етпейсіз. Біреу үшін қуана алмасаңыз, шын қуана алмасаңыз, өзіңізде болмайды ондай нәрсе. Менде бір клиентім болған, давно, енді и анонимно айтам ғой, естественно, былай айтатын, миллион тапқым келеді. Көп клиенттің келетін запросы миллион тапқым келеді. И бір сессияда келіп айтып жатыр. Блин, меня, Аяханым, раздражает в Инстаграме. Бірін ашсаң, купи. Екіншісін ашсаң, купи. Все что-то пихают. Надоело осы Инстаграм бар ғой, дейді. Сосын мен сұрадым, сіз маған келгенше қанша стоматология болды? Білмеймін, санаған жоқ. Ну, примерно. Ну, где-то 3. А қанша продуктовый болды? Ну, где-то 5. А қанша обменник болды? А қанша салон красоты болды? Осынша, ну, наверное, осынша. Примерно айтыңызшы дедім. Я осынша, примерно осынша. Олар сізге купи деді ма? Жоқ. Бірақ олардың вывескалары жарқырап тұрды ма? Я. Олар пихать еткен жоқ па? Жоқ. Енді Инстаграм, ол туры сондай супермаркет, туры сондай жаңағы көше сияқты ғой. Егер сіз миллион тапқыңыз келсе, бірақ біреудің сатқанын көре алмасаңыз, ол маған пихать етіп жатыр. Ну, сізді ешкім заставлять етпейді ғой. Қаласаңыз аласыз. Иә, ұнатпасаңыз. А бірақ іште, ой, блин, запарили мыналар деген болса, сен қайдан сата алмайсың. Өзің сата алмайсың. Себебі өзі сатуға ұялады. Как будто я пихаю, как будто я кому-то заставляю. Өзі сатуды жек көріп тұр ғой. Вот. То есть біз өзіміздің мышлениямызға қарауымыз керек та. Егер сондай мәміледе болсақ, онда бізде ол ақша болмайды. Біреудің істегенін құнсыздандырмау. Ең басында айттық қой. Себебі біз үйренгенбіз. Это защитный механизм. Обесценивание, құнсыздандыру бұл қорғаныс механизмі психиканың. Ой, қойшы соны дегенің. Сонда маған жеңілді. Ой, қойшы соларды. Орамал киіп ап, ақыл айтып отыр ғой. Еще мен осыларға уақытымды құртып отырмын деді. Алаяқтар. Иә. Сонда маған жеңіл болады да. Өзімді солай тыныштандырамын ғой. Иә. Может, больно сказала, грубо сказала. Ну, сори. Енді ниетіңіз белгілі ғой. Ренжіту үшін айтып жатқан жоқсыз, что пайдалы болсын деп айтып жатсыз ғой. Окей. Қай кезде бизнес классқа билет ала бастадыңыз? Қызық болды. Мен Алматыда бір жұмыстармен жүрдім. Құрбымның осыдан 3 жыл бұрын баласы үйленді. Ковид кезінде үйленді де Канадаға ұшып кетті. Жақын құрбым. И ковидтен кейін 21 жылы қайтып келді. Сол кезде той жасады ғой. Сөйтіп, мен самолетымды пропустила. А таңертеңге билет жоқ. Түнде самолет түнгі 11-де ма 12-де, бірақ билет қапты бизнес класс. Не істеймін енді құрбым үшін? Өзім үшін алмаймын. Құрбым үшін. Қойшы дедім ба, 87 мың ба, 89 мың ба алдым. Алматыдан Астанаға? Алматыдан Астанаға. Сөйтіп кірдім, ана қыздар сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Деп күшті кәдімгідей соны ойладым. Ая, кайфуй. Бір Алланың берген саған несі шығар деп. Сөйтіп кәдімгідей ана қыздарға айттым. Я первый раз лечу в бизнес-классе, ұялмадым. Я так хочу кайфануть десем. Да, деп, маған бірдеңкелерін әкеп жатыр. Вам как, анау мынау. Спасибо, девочки. Мәз болдым. Ана бар ғой, туалетіне барып, бүкіл кремдерін жағып, барлығы. Сөйтіп бүкіл несін қарап, жаңағыдай ана еще креслолары күшті бұрып берді да. Кайфовать етіп бардым. Кетіп баратсам, қыздар айтады: "Ну как вам понравилось?" "Очень понравилось, спасибо" деп мәз болып кеттім. Өзіме якорить еттім. И айттым: "Ая, енді сен бизнес-класспен ұшасың. Иншаллах, только бизнес-классым летай" деп. Альхамдулиллах, 3 жыл болды. Арасында болады енді скатпен, флайерстанмен билет болмаса. Бірақ сразу заметна разница. Өзіме рұқсат бердім да, потому что менің ішімде экономичный мама отыр.
Зачем? Потом говорю, так, успокойся, ты работаешь, можно. Күнде келіп жатқан жоқсың, можно деймін да, өзімді өзім регулировать етіп аламын. То есть сіз шешім қабылдадыңыз ғой. Жаңа сұрақ мынандай болды, өзіне рұқсат бер, ақша бар, окей, ақша жоқ болып жүріп, экономдаса, көрпесіне қарап көсілсе, окей. Ақша бар, өзі сұрады, сол ақшаны тауып жатыр, бірақ сонда да өзіне комфортқа, люксқа рұқсат ете алмаса, неден бастау керек? Өзіне келгенде. Негізі енді люкс ол мақсат емес, просто көру ғой қандай екен. Көп бай адамдар бір футболка, бір джинсымен жүре береді. Неге? Себебі ол люкстан өтіп кеткенді. Оларды уже ол қызықтырмайды. Их это не вдохновляет, их вдохновляют более великие дела. Благотворительность, меценатство, еще что-то, исследование. Бірақ одан өтіп кеткенді ол позициядан. Но все равно бай адамдар өзінің комфортына қатты қарайды. Егер мысалға ақша болмаса, бірақ соған ұмтыла, мен осыны хочу десе де, мақсат қою керек. Мені не қуантады? Опять возвращаемся, мен не қалаймын, мені не қуантады? Негізі бұл ішкі баланың қалауы. Біз көбіміз транзактік анализда контракт дейді, контрактный метод, родительский контрактпен жүреміз, ата-ананың контрактісімен. Яғни ты должен, сен міндеттісің деп, егер сіз өзіңізге көп айтсаңыз, я должна то, я должна это родительский контракт. Значит, біз өзіміздің ішкі ата-анамыздың айтып атқанын жасап жатырмыз. Ішкі ата-ана деген ол сол убеждениялар, ата-анамыздың, менталитеттің, кітаптың, тағы басқалардың убеждениясы. Егер мен қалаймын десеңіз, бұл баланың қалауы. Яғни мысалға бағана айтып едім ғой, кофе ішу, тәтті бірдеңке жеу, ол менің баламның қалауы. 4000 теңге. Менің ата-анам айтады, 4000 теңгеге сен 3 келі ет алатын едің. Қайдағы бір кофені іштің деп. Сосын айтам, мен жұмыс істеймін. Я хочу сол чизкейкті жеуге 1700 теңге ма, вот до сих пор помню. Өзіме аяйтынмын. Жоқ, я хочу, мен барып аламын, мен жұмыс істеп жатырмын. Потому что біз өзіміздің денемізді қатты использовать етеміз. Көп жұмыс істейміз, миымызды. Бірақ өзімізге сол бергенде, жаңа қарыз дедім ғой, өзімізге қарыз беруге болмайды. Не. Это, например, сіз балаңызға айтасыз, сабақты жақсы оқы, осынша кітап оқы, мен сосын саған велосипед алып берем. Балаңыз сабақты 1 жыл жақсы оқыды, қанша кітап оқып тастады, а сіз велосипед алып бермедіңіз. Балаңыз не істейді? Келесі жылы оқымайды или, не знаю, көңілі қалады, бунтовать етеді. То есть уәде бердіңіз ба, жасау керек. Поэтому өзіңіздің неңізге қарау керек та. Пока тот уровень, который есть. Мен сияқты чизкейк алып или риксисқа барып, сол жерден кофе алып, ол кезде, егер я прям четко помню, Костада 1300 теңге болса, неде риксиста 2000 теңге тұратын кофе. 2500 ба, сондай. Қымбаттау болатын да. Все равно баратын. Ана жердің несінен кайфовать ететін. Атмосферасынан, я. То есть хотя бы вот такие радости надо позволять. Содан бастау керек та. Ол ондай прямо үлкен, қалай дейді, ықпал етпейді ғой семьяның бюджетіне, прям расход қылып. Сосын кейбір психологтардан естеймін, сен қанша кофе ішесің? Қазір енді кофе бір тренд болды ғой, осынша кофе ішесің. Сен сол ақшаны экономда, анаған сал. Честно, егер сіз өзіңіздің хотя бы сол кофеңізді, енді жақсы көрсеңіз кофені сал, или не знаю, жақсы көретін бір тамағыңызды рұқсат етпесеңіз, не үшін жұмыс істеп жүрсіз? Не үшін ақша табасыз? Ертең қазір мына жерден шығып, ертеңгі күніміз бола ма, болмай ма, Құдай біледі ғой. Өліп қалсаң қайтесің дейсіз. И вот опять убеждение, да, бұрында ата-анамыз рубльдарын сақтаушы еді ғой. Бір моментте ол ақша деревянный болып қалды ғой. Мешок ақша, бәрі сақтаған матрастың астына тынсызданып кетті. Болды, нөл болды, өмір бақи жинаған. Біз солай ақша жинаумен айналысамыз. Дүние жинаумен, ақша жинаумен. Рахатын көруге, как будто бы өмір бақи өмір сүреміз, қартайғанша дейін жетеміз. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Соған ниет етейік. Бірақтан бүгінгі күн соңғы болуы мүмкін. Бүгінгі күнмен де өмір сүру керек дейсіз ғой. Бүгінгі күнмен енді өмір сүріп, ертеңгі күнді ойламау емес, бірақ бүгін мен не істедім, мені не қуантады. Просто даже барып жаңағы тауда
Алматыда тауда жаңағы речканың бойында барып фруктыңды кесіп кітабыңды алып просто содан да кайфовать етсең, уақыт бөліп, оған даже уақыт жоқ қой, алматылықтар тауға бара ма екен? Қонақ келгенде ғана ғой. Қонақ келгенде. Таныстыру үшін дейсіз. Иә. Демек қараңыз, мен түйгенім сіздің айтқандарыңыздан, өзіңді танымасаң, өзіңді естімесең, тыңдамасаң, тәніңді тыңдай алмасаң, өзіңнің не қалайтыныңды білмесең және өзіңе уақыт таппайтын болсаң, онда былайша айтқан кезде бүткіл сферада сен минусқа кіріп кетуің мүмкін. Оған ақша да кіреді, оған отношения де кіреді, денсаулық ең бастысы. денсаулық кіреді, шынымен де рахаттанып өмір сүре алмай, жаңағы играға кіріп кетіп, жер тауып өмір бойы біреулерді кінәлап, фокустың өзіңе бұрылу өте қиын, енді бүгінгі подкасттың тақырыбы ақша болғаннан кейін айтқым келеді, мысалы, сіз қазір бұрынғы, мен сіздің сториздеріңізді көремін, бұрынғы білмеймін, суреттеріңізді саласыз ғой, бұрынғы Ая, мынау қазіргі Ая деп, қазір өзіңіздің сүйікті жұмысыңыз бар, өзіңіздің настолько, я знаю, жұмысыңызды жақсы көресіз, демек ақшаны оңай табасыз, келісесіз ба өзіңіз? Бұрында менде жаңағы 4 столовыйым болатын, 3 офис турфирма болатын, бірақ ақшаның берекеті болмайды. То есть қазір уж кайфпен сүйіктісіңізді тауып, то есть оңай ақша, үлкен ақша, жаңағыдай жеңіл ақша деген уже сізге келді ғой. Вот осындай жеңіл ақшаны келген елдің бәрі психолог болып кетпеуі мүмкін, бірақ жеңіл ақшаны немесе оңай ақшаны өзіме келтіру үшін бір-екі фишка айта аласыз ба оқырмандарға? Не істеуге болады? Көп адам жеңіл ақша тапқысы келеді. Жеңіл ақшаның артында бәрібір еңбек тұр. Мысалға, басында айтып едім ғой, мен бір сағатым консультация 1000 теңге тұратын. Где-то бір 100 сессия қабылдадым, 100 адам қабылдадым. Содан кейін ғана көтердім, өзімнің біліктілігімді көтеру үшін. Яғни бұл потенциал. Кейін бірнеше жылдан кейін шығатын потенциал. Бірақ сол кезде мен еңбек еттім. Қазіргі деңгейге жету үшін. Жеңіл ақша табу үшін сол потенциалды көру керек. Менің потенциалым қандай? Мен неге бейіммін? Егер де менің жанұямда бәрі ұстаз болса, или менің жанұямда бәрі врач болса, мен де врач боламын емес. Менің қабілетім қандай? Менің қабілетім қандай? Мен немен айналысқым келеді? Егер де мен онымен айналыса алмасам, мысалға мен психологтарды үйретемін ғой кәсіп ретінде, сіздер бірден жұмыстан шықпаңыздар, біртіндеп кіріңіздер мына жұмысқа. Себебі білікті маман болу үшін қанша сағат еңбек ету керек. Сол сияқты бір қолөнермен айналыссаң да, егер де табыс көзі бар болып тұрса, сіз өзіңіздің потенциалыңызды білсеңіз, сол точкаға, сол фокусқа ұру керек та. Бить в одну точку. Сол жерде өсу керек. Аз-аздан үздіксіз тұрақты. Бізде қазір қандай? Енді курстар көп, мамандықтар көп, SMM-ді бір оқиды, таргетті бір оқиды, продюсерді бір оқиды, видеографты бір оқиды, мобил, сөйтіп жүреді да, бір жерде тыңғылықты тұрмайды. Ана жерде ақша жоқ екен, басқасын көрейін. Ана жерде ақша жоқ екен, тез результат, Тез результат алғысы келеді, бірақ ішіне кіріп, соның глубинасын көргісі келмейді да. Поверхностна бәрі секіріп жүреді. Біздің қазіргі өмір негізі нарцисстердің өмірі десек болады. Нарциссический мир. Көп ақша тапқысы келеді, жеңіл тапқысы келеді, бірақ бір жерде тыңғылықты тұрғысы келмейді. Я бы сказала, идти в свою глубину. Негізі адамның іштегі тәні, рухы десек болады, мынандай спираль сияқты өте терең. Алла тағала бізді өте терең жаратты. Ешқандай компьютер, мықты деген компьютер адамның миымен тұрмайды, қасында тең келмейді. Насколько мы глубокие. Сол өзіміздің глубинамызға жету керек та. И профессияда бір фокусқа, өзіңнің потенциалыңа, суретшісің ба, сол жерде. Жазушысың ба, сол жерде. Менің әкем жазушы. Неше жыл кітап жазады. Бір тыңғылықты, енді ол творческий нәрсе ғой. Бірақ кезінде совет заманында бір жазған кітабына жақсы гонорар берсе, кейін ол кітап ешкімге керек болмай қалды. Ол қазір кітаптар модаға еніп жатыр, тренд болып жатыр, адамдар кітап оқи бастады. То есть қандай мамандық болса да, саған ол ұнау керек, одан рахат алуың керексің.
мен мысалға клиенттермен болімен жұмыс істеймін. Жұмыс кейде ауыр депрессивный клиенттер, зависимый клиенттер, суицидальный клиенттер келеді, оңай емес. Бірақтан солардың көзінің жанары, тұнып тұрған көзі, қалай дейді, потухшие глаза, жанары жана бастағанда өзгерістері, нәтижесі, мотивация береді ғой сізге. Там ақша емес. Мен клиентпен кіргенде, маған қазір мынанша ақша төлейді емес, мен оны вообще ойламаймын. Дәл қазір клиентпен қандай қарым-қатынастамын, дәл қазір мен клиентке қалай көмектесе аламын. И когда клиент деп прям вот этот выдох, облегчение, когда слышишь, альхамдулиллах дейсің да. Себебі бір адамның өміріне көмек еттің, а ол ары қарай өзінің жанұясына көмек етеді. То есть содан рахат алу керек. Бить в одну точку. И вот заработать легкие деньги можно, если у вас есть потенциал, и бить в одну точку. Бұған бірақ жаңағы убеждение, бұрынғы отбасынан көрген паттерндар, сценарийлер әсер ете ма? Әрине, әсер етеді. Одан шығу керек. Опять же, да, көп адамдар бір курсқа келеді да, 100 жылдық психотерапияның результатын күтеді. Менде бір курсымның участницасы былай дейді: Ая, я прошла только 1 урок. Мне достаточно было понять эти кружочки. Я поняла. Ары қарай мне уже керек болмады. И знаете, сол кезде прям айтты да, я поменяла вот это. Маған сол бір сабақ жеткілікті болды. Бізде қалай? Турцияға барамыз ғой. All inclusivке. Ана тұрған 20 салат, 20 астық тамақ, бәрін жеуіміз керек қой. Ана тарелканы, бір тарелка емес, 3 тарелкаға толтырып аламыз. Бәрін жеп қоюымыз керек. Сондай іштегі дефицитімізді жаба алмаймыз да. Тойып жүрген адам әр нәрсесінен алады да, жеткенше жейді. Біздікілер көп толтырып алады, еще оны соңынан жемейді, еще бәрін пакетке салып алады. Сол сияқты любой бір курсқа барғанда осыны до конца оқуым керек, полностью выжимка алуым керек. Жоқ, хотя бы бір инсайт алыңызшы. Сол өміріңізге ықпал етсе, все. Вот он результат. Соған амал етсең, соның пайдасын көрсең. Себебі кейбір адамдар, мен ананың курсына бардым, далбаса. Мынаның курсына бардым, далбаса. Қанша курсқа бардым? 5 курсқа бардым. Бәрі далбаса ма? Бәрі далбаса. Кімде мәселе? Бесеуінде ма, сенде ма дейміз. Біз все время ойлауымыз керек. Мен не істедім? Менің жағдайым қандай? Все время өзімізге, даже басқа адам саған әділетсіздік жасап тұрса, мен қандай бұл жерден сабақ алуым керек? Мен осындай ситуация болу үшін не істедім? Енді Аллахтың қалауы ғой. Не істеймін енді демей, бұдан қандай тәжірибе аламын? Мен де отыра беретін едім, мен күйеуім андай, мен күйеуім бұндай деп. Я поняла свой процесс. Өзімнің процессімді түсіндім. Менің түсінгенім, демек өзімен жұмыс жасаған адам, іздеген адам, ол міндетті түрде жемісін жейді. Ол міндетті түрде, то есть өзімен жұмыс жасап, әйтеуір оңай жұмыс емес қой, өзімен жұмыс жасау еңбек кәдімгі. Бірақ сынбай, қолын сілтеп қоймай, шынымен де өзінің қалау ғой енді, өзінің бақытты болу үшін, ішкі халі үшін жұмыс жасайды адам өзімен жұмыс жасап сынбаған адам, ол түбінде бәрібір жемісін көреді. Бірақ ол адамның қасында басқа адам болу керек. Невозможно развиваться в одиночестве. Адамға адам керек. Сол үшін психологқа келеді, коучқа келеді, курсқа барады. Сізге келеді, Балқия ханым, андай сұрақ, мындай сұрақ деп. И сол жерден өзіне бір пайда алады да. Адамның қасына даму үшін басқа адам керек. Ролевой модель керек. Қазір Инстаграм жақсы болды негізі. Себебі біз басқа адамның өмірін көреміз. Басқа адамның жасап атқанын көреміз да. Со стороны. Я тоже так хочу. Я тоже так могу. Мысалға, мен былай сұрайым да, сіз кім, российский, Бузоваға қызығасыз ма? Бузова деген бір блогер ма, сондай не, ведущий болған. Или Пугачеваға қызығасыз ба? Жоқ дейді. А неге? Неинтересно, да, бай, там, да, мықты, андай, мындай. Қызықпайым, себебі мен Пугачева сияқты өлең айта алмаймын, менің ондай потенциалым жоқ, қызықпайым. То есть біз қызығамыз, или даже қызығамыз емес, қызғанамыз, завидуем.
өзімізде потенциал болса, мен неге жасамай отырмын? Потенциалым болып тұр. Менің потенциалым болып тұр, мен андай сияқты жасай алмаймын. Біз қызғанамыз тек қана өзіміздің потенциалымыз бар нәрсе болса. Бірақ оны бір ұстаным болсын, сценарий болсын жібермей тұр да. Жасағым келеді, бірақ қорқынышым көп. Жасағым келеді, бірақ уайымым көп, постоянный тревога. Бізде 90% әйелде уайым. Обсессия, постоянная обсессия, оны компульсиямен жабады, постоянно вот эти мысли. И ол жібермейді ары қарай істегенге. Кім байыды? Іс әрекет істегенге. Кто делает действия? Қорқып тұрады. Мен қорықпайды дейсіз ба? Сізге подкастқа келгенде қазақ тілінде еще сұраймын. Балқай ханым, қазақша сөйлейміз ба? Мен сөйлей алмаймын. Сіздің аудиторияңыз қазақша. Қорқыныштың болуы нормально. Да. Волнение, қорқыныш. Мысалы мен қазір енді 16 қалаға тренингке шығып жатырмын ғой. Одан бұрын мысалы ойлаңызшы, уже өтіп кетті ғой практикада. 3000 адамға сахнаға шықтым, 2500 адамға сахнаға шықтым, 8 сағаттап сөйледім. Бірақ каждый раз 50 адамның алдына шығатын болсам да менде волнение, каждый шығатын кезде. Бірақ оны мен нормально деп ойлаймын да. Слишком ештеңе мазаламай қоймайды, волнение бәрі өшіп қалатын. Бесстрашный адам болса, онда робот қайнап кетеміз ғой. Мен сізге айтайын, волнение болмаса, қорқыныш болмаса, ол клинический ауру адам, ол психотик. Потому что дені сау адам, қанша адамның даже тойда шығып сөйлегенде қорқасың ғой. Вроде сайрайсың дейміз. Вроде сайрайсың, все равно первое время волнение было. Да. Это нормально. И наша задача как раз уметь регулировать это өзіңді, өзің регуляция жасау. Окей, ол қорқыныш опять ішкі баладан. Сіз өзіңізге ішкі қамқор, ішкі ата-ана болсаңыз, и өзіңіздің ішкі балаңызға айтыңыз. Окей, Балқиюш, все хорошо. Сен жасап жүрген ісің. Не переживай, дыши. Бәрі жақсы деп, с тобой все нормально. Ничего страшного, я тебя поддержу деп. Өзіңізге өзіңіз енді. Қазақ тілінде диалог болса, қазақ тілінде, орыс тілінде болса, десеңіз, басылады. Любой нәрседе, жаңа жұмысқа кірсеңіз, жаңа іс бастасаңыз. Негізі айтайын да, еще кімде ақша көп болады. Көп болады емес, енді болады деп айтайыншы, көп или аз, оны мен білмеймін да, бірақтан рисковать ететін адамда. Тәуекелшіл. Тәуекел. Мен қорқамын, бірақ тәуекел етем. Аллахтан дұға жасаймын и іс әрекет етем. Енді Аллахтың қалауы, менің кедей болғаным, енді солай ғой деп Аллаға итеріп қоймай. Сіз қайдан білесіз оны? Может, именно осы жағдайдан Алла саған бір сабақ бергісі кеп тұр. Давай тұр, барып істе дейтін. Тәуекел етпесең отыра бересің отырған жеріңде. Сол баяғы результат, сол баяғы. Ниет, тәуекел, фокус. Жаңа сіз айттыңыз ғой басында. Ересек адамда ғана ақша болады. То есть ішкі баламыз, ішкі ересек халіміз, Вот сұрақ ішкі ересек халімізді біз қалай баламызды немесе ересек халге өткіземіз, немесе өзіміздің ішкі ересек халімізді қалай дамытамыз? Негізі әр адамда ол үш эго күй болады. Біреу болмаса, опять это клиника. Үшеуі де болу керек. И ересек адам, опять возвращаемся рефлексияға. Размышляй. Аллахтың айтқан сөзі. Размышляй. Прям 3 рет айтты ғой. Размышляй. То есть ой өрбіту. Ересек адамды емес, ересек эго күйді мы укрепляем. Қалай қазақша болады? Бекітеміз, да. Укрепляем через рефлексию. Постоянно ойлану керек. Что сейчас со мной происходит? Мен қазір не ойлап тұрмын? Вот прям будильник қойып қойсаңыз, 1 сағатта 1 рет. Тыр деп будильник ойлады, так, мен қазір не болып жатыр, не сезініп тұрмын, не ойлап тұрмын. Сол ойларды ұстау, себебі күніне миллиондаған ой болады. Біз назар аудармаймыз. Біз оған назар аудармаймыз. Сол ойларды тоқтату. Себебі ол ой болады да, біздің энергиямызды жеп қояды. Адам кешке ештеңке жасамаса да шаршайды. Неге энергиям жоқ, бірақ уайымым көп болады? Себебі энергияны біз уайымға жібереміз. Питать етеміз сол уайымды. Сосын мақсаттарды орындайтын энергия жоқ. Энергиясы жоқ адам мақсатқа жетпейді. А потом біреудің жеткеніне айтамыз. Блин, я что ж так могу? Сөйттім, мынау бүйтті. Еще отписка жасайды ғой, потому что невозможно выдерживать чей-то успех.
Қазір мен білсем, сіз клиент қабылдамайсыз психотерапевт ретінде, клиент бірақ қабылдаймын. сіздің школаңыз бар. Жоқ, мен клиент қабылдаймын, өзімнің тұрақты клиенттерім бар. Жаңа клиент қабылдамайсыз. Жаңа клиент алмаймын, уақытым жоқ себебі. Енді қазір сұрайды ғой, мына кісінің нөмірі бар ма, маған психолог керек еді деген сияқты, иә. Бірақ психолог іздегендерге, кәсіби психотерапевт іздегендерге өзіңіздің шәкірттеріңізді ұсына аласыз. Сіздің қазір шатаспасам, орыс тілінде, қазақ тілінде өзіңіздің мектебіңіз бар, психологтарды оқытасыз. Оқытамын. Қанша уақытта? Негізі бірнеше ступень бар. Основной программа 1 жыл жүреді. 1 жыл жүреді, бірақ 3 айда біз алдымен инструментарий береміз, ойын береміз, хотя бы потому что білім жеткіліксіз ғой, ақша таба бастау керек. Содан кейінгі ступеньдерде уже концепцияларға кетеді, более углубленный. Сосын терапевтический жаңағы методикаға әрі қарай оқытамыз. И ол 1 жыл бітірген соң әрі қарай негізі психолог бұл өмір бақи оқу. Себебі бағана айтқандай, адамның психикасы өте терең. Сосын әр нәрсенді мұсылман болған соң біз фильтрдан өткізуіміз керек. Любой терапия, любой психолог болмайды. Фильтрдан қатты өткізу керек. Неге десеңіз, транзактік анализ неге маған ұнады? Бұл жерде қалаушыға қарау керек та, әр методтың қалаушысына қарау керек. Сондықтан мен қазір мен Эрик Бернға қайтып келем, өз психологтарымды осы фильтрдан өзім өткіземін, және де оларға да айтам. Потому что біздің жауапкершілігіміз мықты да, клиентті басқа жаман жолға, дұрыс емес жолға түсірмес үшін. Маған неге транзактік анализ ұнады? Себебі Эрик Берн сол транзактік анализдің қалаушысы, былай деген: мы являемся причиной, мы психотерапевты, а исцеляет Бог. Сөйтіп айтқан. Ол мұсылман емес. Бірақ айтқан сөзі, и сосын я окей, ты окей. Әр адам туылғанда таза фитрамен туылады. Онда сөйтіп айтқан сөзі бар. Дети рождаются принцами и принцессами. То есть әр адам туылғанда фитрасы таза болып туылады. Осы сөздерінің бәрі маған қатты ұнады. Сосын транзакция деген бұл единица коммуникация. Біздің сөйлеп отырғанымыз осы транзакция деп аталады. Яғни бұл теория коммуникация, адаммен қарым-қатынасты жөндеу. И өзіңмен ішкі структураңды жөндеу қарым-қатынасты. Бұл бір бірдеңке емес, но бірақтан бәрі адам фильтрдан өткізу керек та. Осы жерде мен өз психологтарымды үйрететінім ең қатты көңіл бөлетінім этика, психологтың этикасы, және де психологтың клиентке деген қарым-қатынасы. Отношенческий подход, сотворческий подход, соған қатты мән береміз. Енді ол кәсібилік қой. Демек психолог қазір маған психолог керек еді дегендерге өзіңіздің шәкірттеріңіз ұсына аласыз. Пока олар енді жаңадан бастап жатыр. Мысалы бітіріп кеткендердің уже бағалары сағатына 20-25 мың. Енді жаңадан бастап жатқандар 3-5 мың теңгеден бастайды. Енді психолог болып ақша тауып кетпесе де өзімен жұмыс жасауға көмектесе ме? Әрине. Сол бір школадан өтсе, иә? Кәдімгідей, адамның өзгеріс болады. Себебі адамға ең бастысы түсіну керек та, ол жүйені түсінсе. Мысалға, сіздер маған осы жерге не бердіңіздер, иә? Тугеспен осы жерге кел дедіңіз. Мен келдім да, ана жерде бір вывесканы көріп, жаңа қыздарға айтам, мен қайда келдім деп шошып қалдым. Спәне туралы айтып, қайда келдім? Звондаймын. Мен қайда келдім деп. Дұрыс келдің бе, дұрыс келмедің бе? Маған түсініксіз. Адамға сондай сияқты түсінікті болу керек. Егер түсінікті болса, человек будет выдыхать, все нормально, оказывается. То есть, чтобы было спокойствие, нужно, чтобы было понятно. Себебі мен өзімді еске алсам, знаете, былай, не бар ғой, головоломка 2 көрдіңіздер ма? Сол жердегі тревога сияқты мен әрі-бері жүретінмін. Что со мной происходит? Откуда эта пустота? Почему мне так больно? Аллахтан сұрайтынмын. Прям жатып алып сәждеде сағаттап жылайтынмын. Сонда түсінбейтінмін. А когда я стала понимать, оказывается, мынау былай екен, мен, оказывается, уже все понятно стало. Понять это одно, еще проживать. Сезімді сезіну. Мен что-то красып кетіп, орысша айтып кеттім. Надеюсь, понятно. То есть, как я поняла, мен түсінгенім,
сіз қалай өзіңізді таптыңыз, өзіңізбен жұмыс жасай бастадыңыз? Сізде реально мойындайықшы, ақша көбейе бастады. Шүкір. Енді материальный жағынан бір емес бірнеше пәтер ала бастадыңыз, сторизіңіздің бәрін бақылап отырамыз, шетелге көп шыға бастадыңыз, өзіңізге ұнайтын күйеуге тидіңіз, жасыңызға қарамай свадьба жасадыңыз. Енді денсаулық жағынан жаңа айтып жатсыз, диагнозым жоқ болып кетті деген сияқты. Демек адамның өзімен жұмыс жасауы ол оның табысының артуына, ақшасының артуына, қарыздан шығуына, шынымен де бақытты бола алуына, отношение, то есть бүткіл сферасына әсер етеді, тіпті Алламен байланысына. Алламен байланысына в первую очередь. Себебі өзіңді тыңдай аласың, не просто дұғаларды, сүрелерді оқисың, а глубоко через себя пропускаешь. Тағы бір моментті ұмытып кеттіңіз. Өзіңмен байланыс. Жоқ. Күйеудің табысының арттыру. Сіз айтпақшы, соны айтыңызшы фишка ретінде. Егер ашық бөлісе алатын болсаңыз, сіздің жұмыс жасауыңыз күйеуіңіздің табысының артуына қалай әсер етеді? Қатты әсер етеді. Потому что енді мен кейде психологты қосам үйде, кейде коучты қосам. Просто сұраймын, былай істе деп айтпаймын. Ол біріншіден, екіншіден менің қалауым бар. Менің өзімде ақша болса да, мен сұраймын, жаным ақша берші. Ол айтпайды, сенде өзіңде ақша бар ғой деп. Ол маған отдельно алып келеді ақшасын. Енді сіздікі жаным ақша берші дегенде сіздікі айтпайды. Басқалар кетші бар деп. Қош қайда ақша, сенде бір тоймет өз, киімің бүтін, қарның тоқ, не керек саған десе. Қараңыз, әйелдің эмоционалдық күйі күйеуіне қатты әсер етеді. И также күйеуінің эмоционалдық күйі әйел. Күйеуі мынандай ызаланып келсе, әйелі жым болады. Оның қорқам, не знаю, ызаланам, әйтеуір үйде бір напряжение болады. Сол напряжение пайда болған соң берекеті болмайды үйдің. Қанша сен дәмді тамақ пісір, қанша балаларың тыныш, күшті сабақты оқыса да, екеуінің араңызда напряжение болса, үйдің берекеті кірмейді. Әйелдің жеңілдігі, оның энергиясы, ол былай қолмен ұстап көрмегенмен, адамның энергиясы белгілі ғой. Сіз менімен сөйлесіп отырсыз, менің энергиямды түсініп тұрсыз ғой, мен басылып, білмеймін, Балқия ханым, қалай өздеріңіз білесіздер ғой деп айтсам, құдай, вам будет сложно из меня что-то вытащить. Өзіңіз шаршап қаласыз. Егер әйел сөйтіп басына орамалын жаңағыдай киіп алып, ой, басым ауырып тұр, бар шәрі бар десе, күйеу қандай эмоция алады? Менің жолдасым, мен күйеуге шыққанда, былай айттым, я себе покупаю цветы. Мен рас өзіме көп гүл сатып аламын. Постоянно үйде гүл бар. И оған айттым, я выйду замуж при условии, что будут дома всегда свежие цветы. И ол бір гүл солмай тұрып, екінші гүлді алып келеді. Мен әр гүлге қуанамын. Рас, не өтірік, шын қуанам, потому что ол өзінің уәдесін жасап жатыр да. Ақшасы жете ма? Енді білмеймін ол жағынан. Өзі біледі ғой. То есть ол гүл қымбат қой, оның орнына басқа нәрсе алайын деген сияқты бір оның, білмеймін енді, именно сол гүл алатын кезде мен қиналғаны. Я уже күйеуге шыққанда я ему сказала, уже кішкене қанып қалдым ғой. Я говорю, жан, мына букет қанша тұрады? Не қыласың дейді. Давай, может быть, сен ақшалай бересің? Нет, мен гүлмен әкелем. Ақшалай да берем, гүлмен де әкелем. Ең қызығы, оның табысы 5 есе өсті. 1 миллион болса. Не үшін? Не әсер етті? Әйел адам эгоист болу керек. Тоқтассыз қалау керек. Жаным, анда барайықшы, мұнда барайықшы, мынаны істейікші, ананы істейікші. Әйел адам үйдің коучы ғой, қызыл флажоктарды қояды. Бірақ оны жаса демей, үстінен емес, ты должен емес. Мен үйтіп айтпаймын, должен деп. Должен деп айту вообще біреуге сен долженсың десең, энергиясы болмайды. Давай бірге жасайық. Давай мынаны көрейік. И ол да ешқашан жоқ демейді, или жоқ десе маған обосновать етеді. Жоқ, мына жерде былай болмайды. Ана жолы мен өзіме бір сақина алғым келді. И оған хотелось, купи мне это колечко деп. Ол айтты, жоқ, қазір үйге ремонт жасауымыз керек, ренжіме жаным, алмаймын деді. Жарайды деп өзіме сатып алдым. То есть женщина, когда самодостаточная, она это не воспринимает, что мен жақсы көрмейді, он мне должен деп. Өзіңнің хотелкаңды өзің жаба алуың керексің да. Әрине үйде, даже қазір мысалы әйел үйде отырып кішкентай баламен ондай хотелкасын жаба алмайды, бірақ болашаққа мен осындай мақсат қойып, осындайға жеткім келеді, осындайды жасағым келеді десе, и ол уже өзінің кәсіблігін үйде отырып ақ арттыруға болады ғой. Кітап оқып, сабақ қарап. И егер күйеуге қайтып келсек,
әйелге көп нәрсе байланысты деп мен де ойымша жақсы көрмеймін, шынын айтса. Жаңағы бәрін әкеп әйелге тіре беруге дейсіз ғой. иә, қазақтың бір мақалы бар ғой, қалай жақсы әйел еркекті төрге сүйрейді, жаман әйел еркекті көрге сүйрейді. Сол кезде мен айтам да, ол еркек картошка ма, мешок картошка ма сүйрейтін, неге біз әйел ретінде сүйреуіміз керек? Жоқ, әйел это такая муза, это вдохновение. Неге көп повестерде, романдарда, музыкада әйел бір муза болады? Еркектер сол әйел үшін, әйел енді дүние ғой, әйел үшін жасағысы келу керек та. Для него это дофамин. Нормальный мужчина мамонта домой принесет. То есть еркектің өзінің мотивациясы болу керек. Оның мотивациясы болмаса, ол депрессияда болса, оған осы міне ішкен жеген толыққанды жеткілікті болса, он не будет ничего делать. Вы хоть завдохновитесь. Демек сіздің күйеуіңіздің табысының 5 есе артуына сіздің хотелкаларды оған айта беруіңіз әсер етті ма? Тек айта беру емес, бірге мақсат қою. Бізде мынандай тағы бір лайфхак айтайын. Телеграмда екеуміздің каналымыз бар. И каналда көретін киномыз, оқитын кітабымыз, мақсатымыз, ақшамыз, бюджет, мынандай или күшті бір видеолар әр былай папкаларға бөліп қойғанбыз, и бір-бірімізге бөлісіп отырамыз. Себебі давай ананы ұмытылып кетеді. Сосын қараймыз қалай екенін. Сосын айына бір рет барып мынандай блокнот аламыз екеуміз, отырып жазамыз мақсатымызды, сосын соны обсуждать етеміз. Орта қандай мақсат бар, әркімнің өзінің қандай мақсаты бар. Сөйтіп бір-бірімізге подсвечивать етеміз. Себебі ол енді топ-менеджер, руководитель, ол структураны жақсы не істейді да. Мен кішкене хаотично жағынан, мен больше стратегпін. Ол больше процессуальщик. Екеуміз жақсы бір-бірімізге подсвечивать етеміз да. Мен стратегия жағынан, ол процесстер жағынан ішкі. Сөйтіп бір-бірімізді усиливать етеміз. То есть әйел мен күйеу партнер болса, бір-бірін усиливать етсе, бір-біріне поддержка берсе, ой, қойшы соныңды демесе, онда одан бір берекеті болады. Бізде психологтардың көбісі оқып атқан күйеулері ақшасын төлеп, екі қабат балалармен күйеулері ақшасын төлеп жатыр да. Это поддержка же классная. То есть бір-біріне поддержка берсе, неге ол отбасы өспейді, әрине өседі. Десең ба, бүгін өзім сізге қарап отырып, көп білімдерім есіме түсті, көп жаңа инсайттар алдым. Негізі біздің подкасттың тақырыбы ақша және мен. Мен жақында ақша және мен деген кітап шығарып жатырмыз. Сол кітаптың аясында түсіріліп жатқан нәрсе, енді мен бастан ақша және мен деген курсым болды, одан кейін кітап, одан кейін қазір тренингтеріміз солай айтып жатырмыз. Неге? Өйткені мен және ақша, то есть адамның ақшамен қарым-қатынасы, бірақ ақша деп іздеп келіп, түбінде өзін табады, басқа да бір пустоталарын деп жатырмыз ғой, басқа да сфераларын дұрыстап алады. Сол мақсатта кітап шығардым және бүгін дәл қазір осы студияда сол кітаптың бір алғашқы енді бір сигнальный версиялары шықты, бір 2-3 ғана данасы бар. Соның біреуін сізге бергім келіп тұр. Енді Астанадан келдіңіз ғой, білмеймін енді оқисыз ба, оқымайсыз ба, бірақ шынымен де мен ақшамен өте көп сыналдым. Өте көп, мүмкін білерсіз, мүмкін білмейсіз, бірақ өзімнің осы ақшаға байланысты көп алған қателіктерімнен алған сабақтарым, психолог ретінде менің клиенттермен бірге жұмыс жасаған қаншама инсайттарым, соның барлығын зерттей келе, біз неге қарызға кіре береміз? Қарызға кіріп қойдық, окей, соны шығудың қандай жолдары бар? То есть қарызға кіріп қойған, қарызда жүрген, сондай бір қиындықта жүрген адамдарға поддержка ретінде, қолдау ретінде шыққан кітап болды. Ақшаға байланысты. Шынымен де қарыздан кіріп қойдым, неге кіре берем, енді одан қалай шығамын деген сияқты бір нақты формулаларды бердім осы кітапта. Және ақшаға байланысты қайтсем, бай болам. Бай болу үшін алдымен жаңағы байлық мышление істейміз ғой енді. Соны дұрыстау керек деген сияқты. Соның барлығын осыған енді қазақ тілінде қосуға тырыстым. Сондықтан осы кітапты сізге сыйлағым келіп тұр. Егер оқимын десеңіз, рахмет. Көресіз, енді ішінде жалпы табыс, ақшаға байланысты барлық сфералар қамтылған, формулалардың барлығы бар. Күшті, рахмет. Әрине оқимын. Енді ғана шығып жатыр, әлі толық данасы шыққан жоқ, жартысы баспада, енді алғашқы ғана. Автограф жазып беріңіз. Басқа кітаптарда автографым жоқ, между прочим. Жазып берем, Алла қаласа. Және Ая ханым,
мен риза болып отырмын. Кәдімгідей өзіңіздің ақыл сабақтағы болмаса шәкірттеріңізге беретін қаншама фишканы ашық бөлісіп айттыңыз. Яғни өзіңіз айттыңыз ғой, жаңа бөлісу менің ниетім пайдалы болу. Сол ниетіңізге орай бұл подкастта айтылған сіздің білімдеріңіз көп адамдарға пайдалы болады деп ойлаймын. Шын жүрегіммен командамның атынан, өзімнің атынан рахмет айтамын. Алла разы болсын. Енді мен былай айтамын да, адамдар біз өз деңгейінде рахмет айта алмауымыз мүмкін, біз өз деңгейінде құндылықты немесе благодарностьті, ризалықты бере алмауымыз мүмкін. Өйткені бәрі бізде пенделік пайым бар, нәпсі бар, пендеуілік бар, бірақ Алла Тағала әділ ғой. Шаштың қылындай, тіпті Құранда бар, шаштың қылындай жақсылықты да жамандықты да қарымды береді деген сияқты. Сондықтан менің рахметімнен қарағанда Алланың рахметі, Алланың сізге марапаты көбірек болсын. Жаңадан құрған отбасыңыз берік болсын. Қаншама қыздарға үлгісіз, мотивациясыз, лично менің өзіме мотивациясыз стереотиптерді сындырып жүрген, осындай бір шынымен тәуекелшіл, өзінің қалауларын орындайтын, при этом ешкіммен жұмысы жоқ, көп энергиясын өзіне арнайтын және шынымен мүмкіндігі болса пайдалы болатын осындай кісілерді барынша шақыруға тырысам, құрметтеймін. Сол кісілердің қатарында өзіңіз барсыз. Шынымен де сонша жерден ұшып келіп, осы подкастта келіп отырған әрбір қадамыңызға, секундтарыңызға Алла сауаптан жазсын. Рахмет. Әмин. И мен бір түсімді айтқым келіп тұр. Да? Түнде түс көрдім. Таңертең соны күйеуіме айтып жатырмын. Президент бір неге шақырыпты, жиынға. Сөйтіп Ая Нұрдәулетқызы деп тұр, Тоқаев отыр. Яр жағында қарасам табличка тұр, Балқия Балтабай. Я бір Балқия ханым келе ма десем, я келеді дейді ана кісі. Дедім да. Соны күйеуіме таңертең айтып отырмын, шай ішіп отырмын. Сосын телефонды алып, енді чаттарды қарап жатсам, Балқия ханым жазып жатыр. Күйеуіме айтып, представляешь? Балқия ханым жазыпты осылай деп. Менің бүгін туған күнім. Қазір болған шығар да. И біз неге Риксқа бронировать етіп қойғанбыз. Сөйтсем маған айтады, сен Алматыға барып, тауға өзің барып демалып келсеші деді. Енді туған күн тойламаймыз. Я говорю, классно, ата-анама барам деп. Сөйтіп резко планымызды өзгерттік. То есть адам возможностьқа, мүмкіндікке ашық болу керек. Любой момент ауыстыра салуға. То есть қиналмай, жеңіл болу керек та. Соны айтқым келіп тұр. Сізге Алла разы болсын. Мына шығарған кітабыңыз халықтың қолына тиіп, берекетін берсін. Расында көп ағартушылық қызметті жасап жатсыз. Сіздің арқаңызда қанша адам көріп жатырмын, қарыздарынан құтылып жатыр, байып жатыр, иншаллах. Өзім де сізден үйренерім көп. Даже бір курсыңызды алдым, есіңізде болса. Балқия ханым, не жейсіз? Мен де көргім келеді, мен де білгім келеді деп. Сондықтан мен қаншалықты психолог маман болсам да, басқалардан да үйренемін. Сізден тоже үйренемін. Сізден қолыңыз ашық берушілерден екеніңізді білемін. Соған үйренгім келеді. Әлі жете алмаймын, но иншаллах, я думаю, сондайға жетуге Аллах Тағала нәсіп етсін. Алла разы болсын. Мына подкаст сіздердің бәрілеріңізге берекелі болсын, қайырлы болсын. И давайте попросим, чтобы они написали по одному инсайту. Давайте. Может, оқырмандарға бір сыйлығыңыз беретін шығар болатын. Енді мен кітап жазу процесіндемін. Әйтпесе айтатын едім. Мен өзімнен бір сыйлық берейін. Қандай сыйлық берейін? Сізден шықсын, өзіңіз қалағаныңыз. Ең бастысы, сіз пока ойлана беріңіз, мен айта берейін. Ең бастысы, құрметті оқырмандар, жаңа бөлісу деп жатырмыз ғой, осы подкасттан сізге қай бір жері пайдалы болса, бір түйген инсайттарыңыз, сізге көріп отырып бір инсайттар ұнаған болса, сол жерін қырқып алып, стористерде бөліссеңіз, Ая ханымды Ая Нұрдәулетқызы деп Инстаграмнан іздесеңіздер, Ая Нұрдәулетқызы деп мені белгілеп, Инстаграм парақшаларға жазылып, солай қолдап атқан болсаңыздар, мына жерге комментарийге маған мынау инсайт ұнады деп жазып кететін болсаңыздар, бұл да бөлісу. Өйткені шынымен де сіз солай бөлісу арқылы ең болмаса бір адамның осы подкастты, осы білімдерді көруіне сіз әсер етесіз, себепші боласыз. Сондықтан мыналар отырып алып осылардың жаңағыдай ақпатын көтеріп береміз ба деген бір тарлық емес. Өзіңіздің ниетіңізді өзіңіз кеңею мақсатында просто бөлісуді сұраймын. Жазылып алыңыз. Я придумала. Менің магазиным бар, киім магазині әйелдер. Соған сертификат берейін. Өзі келіп таңдап алады. 50 000 теңгеге. Ол бір. Екіншісі, женственность деген курсым бар. Әйел адамның өзінің жаңағы женственностін прокачать ету дейді ғой, енді психологиялық тұрғыдан. Ол 2 ай жүреді. Соның біреуін сыйлайын. Машалла. Қанша тұрады курс?
150 мың 250 мың тұрады. 2 ай. То есть 250 мың ол ішінде психотерапевтпен жұмыс бар. 150 мың курстың өзі. Демек 2 сыйлық па? 2 сыйлық. Біреуі сертификат магазиннен. Иә. Екіншісі жаңағы женственностьтің несі. Просто лучше 150 мың теңгеге, потому что групповой психотерапевтпен жұмыс істеу керек. Ол адам дайын болмауы мүмкін да. Егер дайын болса, окей. Соны сыйлайын. Егер сіз қарсы болмасаңыз, онда мен шарттарды айтайын, мүмкін алып қосарыңыз бар болса. Көрдіңіздер, біріншісі, мен енді нақтылап кетейін, біріншісі Аяханның өзінің Ая бренд деген магазині бар. Сол жерден қалаған киімдеріңізді алуға сертификат 50 мың теңгелік. Екіншісі женственность деген 150 мың теңгелік курс бар екен. Енді әйелдігіңізді дамытуға арналған. Қалай аламыз? Осы ютубты жаңа айттым. Осы ютубта не түйдіңіз, осы инсайтта не түйдіңіз? Түйген жеріңізді кесіп алып, қырқып алып, сторизде бөлсіңіз, парақшаларымызға жазылыңыз, инстаграмдағы, және ютубта өзіңіздің инсайтыңызды бөлісіп кетіңіз, комментарий арқылы деген сияқты. Бірақ бір срок берейік, бір 2 апта деген сияқты. Сол 2 аптаның ішінде біз жеңімпазды анықтаймыз. Осы подкаст шыққан күннен бастап 2 аптаның ішінде. Рандомно. Ұнаған. Бұйырса, Сізді нормально ма осы шарттар? Сол шарттарды орындайтын болсаңыздар, онда осы 2 сыйлықты табыстайтын боламыз, Алла бұйыртса. Сол бүгінгі подкаст осымен тәмам. Аяхан, сізге рахмет, оқырмандар сіздерге рахмет. Баршаларыңызға шынымен де пайдалы болсын. Келесі подкасттарда көріскенше сау болыңыздар.